ақша басқа тапқан кезде сен түсінуің керексің ғой ақша саған не үшін. Петектің сағатын тақтың 20 миллион. Сенің машинаң 8 миллион да. Сен кімді алдайын деп отырсың? Қаржы сауаттылығын үйрену деген мақсат бай болу емес. Күніңді ешкімге қаратпау үшін қаржы. Мынаның шашын алдыру керек қой, мынаның шаш алатын ақшасы жоқ па деп айтатын деңгейде болмау керек. Бізде қаржы сауаттылығын андай деп ойлайды. Өзі онда құртқан сол өзіміздің инфо-цыгандар. Сенің табысың шығыныңнан көбірек болу керек қой. Бірақ әрекеті ренжімесін да. Осы дельта неғұрлым көп болса, соғұрлым сен қаржылық мақсаттарыңа тезірек жетесің. Еще жылайды ғой. Стресске кіріп кеттім, депрессияға кіріп кеттім деп. Просто ана өзі жақсы жігіт та, ана инфо-цыган құртады оны. Сен шынымен инфо-бизнеске барсайшы. Мен оны былай түсіндім да. Сен менің курсыма келу арқылы өз затыңды арсыз, имансыз сатуға үйренесің. Ал, бисмилля, біздің қаншама уақыттан бері подкаст бастаймыз деп жүргенбіз, Алланың қалауыменен. Сәті бүгінге түсіп отыр екен. Жалпы негізі мен подкаст бастаған кезде менде ниетім мынандай болатын. Ұстазыммен бастаймын деген. Білмеймін қай ұстаз, бірақ мен ұстазыммен бастаймын. Өйткені ұстаз бар жерде береке болады. Сол себепті мен бүгін Алланың қалауыменен өзімнің Абылқайыр ұстазымызбенен подкасты бастауда Алла Тағала сәтін салған екен. Алхамдулилля. Екі нәрсеге қуанып отырық. Біріншісі подкастты бастай алғанымыз ғой, екіншісі ұстазбен бастағанымызға. Шынымен 1,5 жыл болды. 1,5 жыл болды мына подкасты бастаймын деп жүрген. Өзін сыйлайтын кез келген инстаграмщикта бір подкаст болу керек қой. Соған құдайға шүкір бастадық. Енді бүгінгі тақырып, Алла нәсіп етсе, қаржы сауаттылығы және де оның діни мәселелерінде қозғап өтсек. Өйткені әлі тәжвиді шықпаған адамдар енді ризық мәселесін әңгіме айтып жүргенде ұстаз айтқан жөн ғой негізі бұл мәселені. Сол себепті жалпы несін алсақ. Бірінші мына сұрақтан бастайық. Бізде өзіңіз білесіз ғой, шариғандай кітаптарда анықтамасы айтылады ғой бірінші. Сол секілді қаржы сауаттылығы деген не өзі ол? Осыдан бастап кетсек, сіздің ойыңызда, сіздің картинкаңызда қалай? Өте жақсы сұрақ екен. Жалпы анықтама деген не ғой? Мысал ретінде қаржылық сауаттылық менің ұғымымда, әлбетте оны кітаптармен басқамен келтіре берсек болады. Бірақ менің ұғымымда қарапайым осы қазақ үшін ол біреуден қарыз сұрауға тура келмейтіндей өмір сүру ғой. Біреуден қарыз сұрауға тура келмейтіндей өмір сүру, өз-өзіңді қамтамасыз ету, күніңді біреуге қаратпау, жалпы мысал ретінде сахабалардан пайғамбар салсам жеке отырып осындай кезде бір уәде алған. Мына нәрсені жасайсыңдар, мына нәрсені жасайсыңдар деп. Соның ішіндегі бір алған уәдесі біреуге күндеріңді қаратпайсыңдар деп айтқан. Сол үшін мысал ретінде Абу Бәкір түйенің үстіне келе шыққан өзіне қамшысы түсіп кетсе, біреуге алып бере салшы деп айтпайтын болған да. Атау соның өзін біреуге өтініш қылып айтпайды, өзі жаңағыдай шөктіріп, не қылып, сөйтіп барып өз қолымен алатын болған да. Қаржы сауаттылықтың менің түсінігімдегі ең қарапайым анықтамасы осындай. Біреуге мұқтаж болмайтындай, біреуден сұрауға тура келмейтіндей, өзіңді қамтамасыз ету. Не үшін? Өйткені Құран кәрімде айтады, мысал ретінде андай адамдар үшін, осы намысты адамдар үшін, арын таза сақтауға талпынған адамдар үшін, олар до того біреуден ештеңе сұрамады соншалықты адамдар оларды бай деп ойлап қалады дейді. На самом деле олар бай емес, олар пақыр. Оларға зекет берсең, зекет ала алатындай, садақа қабыл алуына болатындай шариғаттағы жағдайда. Ал бірақ біреуден ештеңе сұрамайды. Алдында бір кісілер қайырымдылықпен айналысады. Сол айтып жатыр да, оказывается, Алматының ішінде де, кәдімгі біз қаланың ішінде ондай адамдар жоқ деп ойлаймыз ғой. Кәдімгі үйінде нормаль мебель жоқ, тамақ жейтін тамақ жоқ, бірақ ешкім ештеңе сұрамайтын бір семья бар екен дейді. Бізге нұсқады, біз алып бардық, продуктымызды қабыл алмайды дейді ана кісілер ше. Татау намыс та. Түсіндіңіз бе? Ол уже ана бір еңбектен басқалы тінектеп бір аз болатын болса да өзінің еңбегімен өмір сүруге тырысуға. Сол үшін енді қаржылық сауаттылық, жаңағыдай ақшаны жинау, біреуге жаңағыдай не қылмау, күніңді қаратпау сияқты мәселе бар, осыдан туындайды. Оның үстіне бұл енді қаржылық сауаттылықтың бір қаржылық енді бір мақсаты қаржылық еркіндікке жету ғой. Қаржылық еркіндіктің енді әркім әртүрлі айтады, әр ғалымдар, әртүрлі мамандар, бірақ орта есеппен алған кезде 6 деңгейі бар. Мысалы ретінде бір деңгейі сен продукт алған кезде оның бағасына қарамайтын деңгейде болу. Бірінші қаржылық еркіндіктің деңгейі осындай. Яғни сен барасың, продукт аласың, бірақ сен білмейсің қанша екендігін. Екінші деңгей сен ресторанда тамақ ішесің, бірақ бағасына қарамайсың. Үшіншісі мысалы ретінде сен киім аласың, киімнің бағасына қарамайсың. Бәрібір саған қанша киім алатын болса да сен білесің. В принципе, сен мына магазин ішінде аласың кез келген киімді. И осылай кете береді, жаңағыдай қалаған уақытта жаңағыдай саяхатқа шыға алу, яғни ең ақырғы 6 деңгейі сен бір салаға қайырымдылық салған кезде сен сол салаға әсер ете алатындай деңгейің болу. Мысалы ретінде
Асекең медресе салып жатыр, например емес, шынымен де салып жатыр, альхамдулилля, бірінші медресе бітті, екінші медресе кетіп жатыр. И осы медресеге мысалы ретінде бір кісі келіп ақша салған кезде анау кәдімгідей бір этажын тұрғызып тастай алатын деңгейде болуы, бұл уже қаржылық сауаттылық еркіндіктің ең жоғары деңгейлерінің бірі. Менің ұғымымда қысқаша айтқан кезде қаржылық сауаттылықтың мәнісі және мақсаты осындай. Машалла. Әдемі екен. Сіз қалай ойлайсыз, Темеке? Мен тура ұстаздық сияқты ғой, толықтай келісемін деп отыра берсем ба. Сол алмасу заңы бірдеңке алып сатып деген сияқты соған арналған. Өйткені енді өзім байқағаным, қайтадан кейбіреулер ана қаржылық сауаттылықта немесе ақша деген не деген мәселеге келгенде көбі жаңағы еркіндік, бақыт деп кететіндер бар ғой. Оның қызығы енді тура сөйтіп қараса бітті осы десе, тура сол ақшаны тапқан кезде бақыт ол емес екен түсінеді деген сияқты ғой. Иә, сол үшін жаңағы еркіндік, бақыт сияқты ол қосымша нәрселердің бірі шығар, бірақ ең бірінші жаңа ұстаз айтқандай өзің күніңді ешкімге қаратпау. Екіншісі мәселе сол алмасу ретінде қолдану ғой. Аласың, сатасың, ол кетеді, келеді. Экономикада бар ғой, бүткіл нарықты немесе әлемнің ақшасын зерттегенде сол айналып жүре береді деген сияқты ғой. Сол сияқты қарау. Және жаңағы түсінгеннен де инсайтым, енді біз әдетте андай қырсықтық деген сияқты нәрселеріміз бар ғой, бір өзінше болып қаламыз. Басынан бір сөз асырғың келмейді. Бірақ енді ұстаздың айтып жатқан түсінгенім, қырсықсаң осындайда қырсық дейсіз ғой. Яғни садақа сұрамауға, намыстану да. Әйтпесе біздің ана кейбір намысымыз күшті, бірақ бір керісінше жұмыс жасап жатқан сияқты. Болмашы нәрселерге кей кезде шынымен қадалып қаламыз да, ол шынымен де намысын қорғау керек жерде, оның үстіне мысалы ретінде хадисте де бар. Бұл нәрсе адам өз-өзін арын сақтауға тырысқан кезде, біреуге күнін қаратпауға тырысқан кезде, Алла тағала оны біреудің күніне қаратпайтындай өмір сүреді дейді. Өзін жеткілікті қылып. Өздеріңіз де білесіздер ғой, андай бір мысалы ақша вроде сен ойлайсың ғой, пәлен миллион жинап алған кезде барлығы нормально болады деп ше. Асекең, айтайын ба айтпайын ба? Альхамдулилля. Қайырымдылыққа дейін де ешкімге ештеңе не қылмаған, альхамдулилля. Бірақ ол айтқым келгені мән көп ақша жинап алуда емес қой, дұрыс па? Көп ақша жинап алдым, бітті, бір барлық тема шешілді емес. Иә, то есть көп проблемалар бар, ақшамен шешілмейтін. И плюс екінші мәселе, ол қанағат. Пайғамбар салсам айтады, мен сендерге ширк қосады деп қорықпаймын дейді. Ана Құдайға серік қосып кетеді, басқа деп уайымдамаймын дейді. Өйткені ол енді оңай іс емес. Аллаға серік қосатындай деңгейде жаңағыдай күпірлік етіп кету оңай емес. Ал бірақ мен қорқатым, сендерге әлемнің бүкіл байлығының есіктері ашылып кете ма деп қорқамын дейді. Сосын барып сендер бір-бірлеріңмен сол үшін жарысып таласа бастайсыңдар дейді. Таласа бастайсыңдар дейді. Солайынан шектен шығып кетесіңдер. Я былайша бір-біріңді қырып тастайсыңдар сол үшін. Сол не үшін? Өйткені адам дейді, егер де бір тау алтын берілсе оған, тағы бір тау алтын болса ғой деп сұрайды дейді. Бір тау алтын. Сен қазір мысал ретінде 5 грамм алтынды МИК-тан сатып алсаң 150 мың теңге ма? Сондай қазір курс. 150 мың теңге 5 грамм алтын. Осындай карточка сияқты қылып береді, ішіне 5 грамм алтын болады. 5 грамм алтын 150 мың теңге. Сен бір тау алтын болатын қаншамен есептей бер шамамен. 1 килограмм алтынның қазір оңай шаруа емес та. Слиток. 999 мысалы ретінде. Саған мысалы ретінде берілсе, сен уже болды. Анау болса, сен анау адамдармен араласпай кетесің уже кәдімгідей. Рас, шынымен сондай. Сондықтан мән сол емес. И сен уже андай бір ақша басқа тапқан кезде, сен түсінуің керексің ғой, ақша саған не үшін. Например, мен балдарға үнемі айтамын, анау енді сіздерге емес, сіздерге мейлінше мықтысын ұстау керек та. Студенттер бар, басқалар бар. Мен айтамын, қымбат сағат деген тема жарысқа кірмеңдер деймін да вообще. Вообще кірмеңдер. Бәрі жақсы, бәрі нормально. Мәнісі неде? Сен қазір неше жерден қымбат сағат тақсаң да, по-любому сенен қымбатырақ сағат таққан біреу табылады. Одан кейін осы жерде маңызды мәселе, ол сағатты толықтыратын не болу керек. Мысалға, Петектің сағатын тақтың 20 миллион. Сенің машинаң 8 миллион да. Сен кімді алдайын деп өтсін. Киімің дейсіз ғой. Мысалға, iPhone алады, iPhone 15 қолында бар, мысалға да, бірақ ол автобуста кетіп бара жатыр да, үйленмасам, оның үстіндегі киімі, бархолка жаман деген емес, мен өзім сол жақтан киінген, мен сол жақта сауда жасаған, сол жақтан шыққан адам, бірақ ана жақтан киінесің да, и қолында сағатын андай ғой, бәрі бір-біріне айналымды толағанды болады. И тағы бір қызық мәселе бар осы жерде. Сол уровеньге жетеді, мысалы 20 миллионның сағатын тағатын адамдардың уровеньне жеткен кезде, олар үшін сенің сағатың маңызды емес та, қызықты емес та, олардың өзінің проблемасы бар да. Сондай бір нелер ана деңгейге көтеріліп алғанша қызығады.
көтеріліп алды, мен болды бәрімен күшті боламын, бәрімен жақсы араласамын деген кезде оларға сенен талап ететін нәрсе адамгершілік қана да. Рас қой. Оның үстіне сен егер де біреуден асуға жаңағыдай мысал ретінде өзің барахолдан бір жерден киініп жүрсің, например, бірақ сен сағатпен одан асуға тырыссаң, типа қымбатырақ сағат тағып, жаңағыдай оны кішкене кемсітуге тырысып, давить етуге тырысып, тәкаппарлануға асуға тырысатын болсаң, онда ол харам болады сағат. Ол сағат сатып алу саған харам болады. Сондықтан адам сапалы киім киіну керек. Адам сапалы киім киіну керек. Жағдайың жетіп тұрса, дұрыс сапалы киім киіну керек. Бір сапалы киімді алып, біраз уақыт сен егер киіп алып жүре алатындай болсаң, ол супер, жақсы, тамаша. Ол формасын жоғалтпайтын, качественно действительно мықты болатын болса, пожалуйста. Ол нәрсе сенің егерде табысыңа қарата ысырап емес те болуы мүмкін. Бірақ проблема неде? Мен мысал ретінде байқаймын, адамды сараңды қай кезде ала бастайды? Бір қаржылық мақсаттарына жақындаған кезде ала бастайды ше. Жақындап жатқанын сезген кезде ала бастайды. Например, адамда уже бір например, алайық, үйлер 30 миллион ма орта есеппен, қазір енді қарапайым үйлер 30 миллион. 25-30. Сен мысал ретінде ол адамның қолында 100 мың теңге, 50 мың теңге бар кезде ондай қатты сараң болмауы мүмкін. Айлығы 200 мың теңге, айдан айға жетіп жүр, например, 250 мың теңге, 300 мың теңге. Алматы үшін ол қатты үлкен сумма емес, орта айлық. И ондай кезде адам сараң болмауы мүмкін, емін-еркін жүре беруі мүмкін. Бірақ оның қолында 17 миллион пайда болсыншы, анау неге жақындай бастайды ғой, сол кезде оны бәрі азғыра бастайды. Ипотека да азғыра бастайды, ипотека негізінде харам. Ал бірақ ол сол сәтте алып жіберейін ба деп ойлана бастайды да. Первоначалкасын қиып деп. Сол первоначалка шыққаннан кейін негізгі сынақ басталады. Құдай кешіреді ғой деген ондай іштен бәрден ойнайды ғой. Мысалы мен оны жақсы сезінемін. Мысалы мен қазір гелик алғым келеді. Нормальный геликті бір 90 миллионға аласың негізі. Менің талаптарымдағысында. И оның андай жарты ақшасы бар, жарты ақшасын неден береді екен да? Банктардан, майкардан алуға болады да. Еліміздің көп қой енді жалпы нелер. Отсрочкамен алуға болады. 2%-бен несімен. Сондай да, күнде түнде бір ой келеді да сол жатар кезде. Так, менде мынау бар, мынаны сатсам, ананы алып алсам қала. Еще мен оны ақтап аламын ғой іштен. Енді сен жұмаға барасың, кейде жұма жүргізесің, кейде уағыз айтасың, дағуат айтасың. Біліңнің қатты көп болғанда кей кезде кішкене жамандау дейсіз ғой десең ғой. Барлық нәрсені ақтап. Жоғары тап немесе қалталы азаматтарға сен тең уровеньде уағыз айта аласың деген нәрсе бар да. Но бірақ олармен тең уровеньде уағыз айту үшін, бәлкім материалдық жағдай керек шығар, но бірақ жүрек ең бірінші. Жүрек толмай сен уағызың өтпейді да. Ол екінші деңгей деп не болу. Сосын қаржы сауаттылығында көп адамдардың жіберетін андай қателіктері бар да. Кей адамдар ойлайды, мен қаржы сауаттылығын мысалға осы жерде айта кетейік, ұстазымыздың қаржы сауаттылығы бойынша курсы бар. Алсаңыздар болады, бисмилля. Біз ойбай 5 орын қалды, 3 орын қалды, немесе соңғы поток сатамыз деп бүйтіп айтпаймыз. Кімге керек алады? Курс, мен өзім ең алғашқы потоктарын оқып көргем да, сіздікінде. Мысалға бағасына стоит, даже одан көбірек бер. Менікі де шығады. Мен қалдағы уақытта шығады. Бір ай, 2 айдан кейін шығады. Мен бірақ ойбай, сен кедейліктен шығаратын соңғы есігің менің есігім деп не қылмаймын. Алла нәсіп етсе көреміз. Тәкеңе де бір өзі керек болды онда. Жоқ, сіздерден қаржылық сауаттылықты үйреніп ақша жинайды ғой. Сол ақшаны бүткім келіп маған құртады ғой десең ғой, мен аяқта жуып шайып отырамын. Мынандай нәрсе бар да, оларда миф бар. Жалпы адамның барлығында қаржы сауаттылығын үйренсем, мен байып кетемін дейді да. Мына нәрсені түсіну керек. Қаржы сауаттылығын үйрену деген мақсат бай болу емес. Менің ұстанымда қаржы сауаттылығын үйрену деген мақсат Алланың қасында пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам не деді? Адам 5 нәрседен есеп бермей қиямет күнін қадам жылжымайды деді да. Дүниені қайдан таптың? Қайда жұмсадың? Яғни осы үшін керек адамға. Қаржы сауаттылығы ол сен ақыретте аман қалуың үшін ғана керек. Ең бірінші мәселе. Мен ұстанымда солай да. Онда ойбай мен қаржы сауаттылығын үйрендім, пәленшенің курсын алдым, 100 мыңға пәленшенің курсын алдым, 200 мыңға мен күшті. Жоқ, күшті болмайсың. Алла тағала саған жазған ризықтан асып өте алмайсың ешқашан. Қандай курс оқысаң да. Мәселе, мысалға бос уақыт біз не үшін көбейтеміз? Power management деген нәрселер шықты да. Бос уақыт біз үшін ол керек, Аллаға жақындау үшін ғана керек. Или болмаса қаржы сауаттылығы не үшін керек? Көбірек садақа беру үшін, немесе Алла тағаланың қасында бір ысырапқа ұшырап қалмау үшін, ысырапшылдардың қатарында болып қалмау үшін деген нәрселерді. Бұның барлығы енді мұсылмандар үшін, енді басқа дін өкілдері көп арқаларыңыз қозып отырса, шығып кетсеңіздер болады. Жалпы мұсылман адамның өмір сүру стилінің барлық несі, әрекеттері Аллаға жақындау немесе діннің аясында болу керек деп ойлаймын да. Мысалы мен киім аламын,
Не үшін? Алла тағаланың қасында өзімнен өзгеге мұқтаж емес, андай алладан басқа мұқтаж емес екендігін көрсету үшін. Киім алудағы мақсат, немесе телефон алудағы да, курс оқудағы да барлығы осылай болса деймін да. Сондай нәрселер бар да. Енді адам егер қаржы сауаттылық курсын ертең мысалы ұстаздікін алып немесе біздікін алып, біздің де болашақта кітаптарымыз шығады, андай неге мен бай болып кетпедім деп сұрақ қоймау керек та. Мысалы миллиардерлерді қарасаң ешқайсы курс оқымаған ғой. По факту келген кезде олар үшін курс қатты бір қызықты емес. Бірақ орта деңгейдегі табыс тауып жүргендер олар курс оқыған. Бұл жерде мен ешқайсы бір курсты құнсыздандыру емес, мен өзім де бұл салада жетістіктерге жетуімнің басты себептерінің бірі осындай бір курстарды оқуымда да. Тағы мен андай бір ашуымда келтіретін нәрселердің бірі, адамдар андай бір белгілі бір дәреже, бір нәтижеге жетіп алғаннан кейін ұстаздарын жасырып шығады да. Өзі Қазақстанда оқыған, бірақ ана ұстазын айтпайды да. Как будто Қазақстанда оқығанын айтса, одан курсты ешкім алмай қоятын секілді. Ол обязательно мен Америкада оқып келдім. Америкадағы адамдардың екі аяғы бар, екі қолы бар да. Мен мысалға осы Қазақстанның мамандарын, мысалға Қоншынбай, Мейірбек ұстаз мысалға, осы екісін мен діни салада емес, кәсіп саласында оқығам. Немесе менеджмент, кәсіпті жүйелеу мәселесін Ескендір Бестайдан оқығам. Қаржы сауаттылығы болсын. Жалпы менің кірпішімді алғашқы қалағандар осы кісілерді. Осылай мысалы кейбір адамдар айтса, как будто ойлайды, одан ешкім көрсе алмай қояды, немесе ешкім оны мойындамай қояды. Олар мойындату үшін ана шетелдегілерді оқу керек. Мен осы жерде тағы бір ұстаным бар. Мысалы шетелден келеді, андай спикерлер, мен қатыспаймын. Мен әлі мына кісілердің толағанды потенциалын ала алған жоқпын. Мысалы мен Ескендір Бестайды толағанды суырып алған кезімде мен басқаға барсам болады да. Біз өзіңіз білесіз ғой, діни салада мысалға шәкірт толған кезде ғана ұстаз келесі ұстазға жібереді ғой. Яғни ана ұстаздан уже алатын ештеңе қалмады. Ана мен ойлаймын, береке сол кезде беріледі деп. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты ғой, тамақтың қай жерінде екен берекені білмейсің да. Ұстаздан ілімніңді алып отқан кезде берекесі қай жерде екенін білмейсің да. Ұстаздың алғашқы кезеңінде ме, ұстаздың соңғы кезеңінде ме. Бірақ ана ұстазды толағанда аяқтау керек деп ойлаймын да. Анау қаржы сауаттылығында да тура сондай да. Бір адаммен бастадың ба, сен сол кісіні толағанды ішіп болған кезде келесін өтсең болады да. Немесе кез келген салада солай деп ойлаймын. Мен не етейін дегенім ғой, жаңа тағы бір осы қаржылай сауаттылыққа байланысты айтылған нәрселерге байланысты мындай келді да. Біріншісі сол жаңағы сіз айтқандай күніңді ешкімге қаратпау үшін қаржы жинау керексің, немесе дұрыс қолдану керексің, және де соның ертең сұрауы болған кезде жауап бере алу үшін. Одан кейін қорыта келгендегі түсінген нәрсем, менің байқағаным ғой, жаңағы ақша ол білмеймін, бақыт, еркіндік деп қояды кейбіреуі, бірақ қызығы сол жеткенде сол нәрсенің дәмін сезе алмағаннан қайтадан стресс, депрессияға кетеді. Бірақ сол адам ары қарай қуып кете бермеу жолдарының бірі қанағат, иә, шүкіршілік. Дұрыс түсіндіре алып жатырмын ғой? Дұрыс түсіндім ғой, иә. Өйткені жаңа сіз мысалмен айтып жатсыз ғой, бір тау алтын беру жайлы хадисте. Енді осы жерде андай сұрақ туындады да, біз қазақтар жалпы байқағаным андаймыз ғой, не былаймыз ғой, кетсек до конца мына жаққа кетеміз, немесе бір жағы деген сияқты. Осы жерде қызық, мен де кейбір балаларға айтамын, кішкене шүкір етсеңдер, қанағат етсеңдер десек, көп айтады, онда мен алдыға жылжымай қоямын дейді да. Яғни мен үлкен андай бір планка қоймасам мен жылжымаймын деген сияқты нәрсені айтады. Осы жерде енді бір кішкене андай нәрсеге тоқталып кетсек деген ғой, қанағат дегеніміз не, шүкір дегеніміз не, ол ары қарай дүние білмеймін, жинамау немесе өзіңді бір эксперттігіңді дамытуды тоқтатып тастау деген сияқты ұғым ба, әлде ол жол жөнекей болатын нәрсе ма деген сияқты да. Екінші мәселе, ұстаз, жаңа сіз де әдемі айттыңыз, қанағатқа байланысты. Енді ол біздің жаңағы бір ата-анамыз травмасы деп жауып жүрсің ғой барлық нелер сияқты, әзілдеп отырмын. Көбі андай әке-шешемізден совет өкіметінде болғаннан біз кішкене совет өкіметінің бір шет жағасын көргеннен кейін совет өкіметінде перфект қой барлығы. Ана Жигулидің өзі 4 бұрыш деген сияқты, шкафтардың өзі 4 бұрыш, ана қисық дивандар бертін келіп шықты деген сияқты. Сосын ол бізде де бар да. Біріншісі сол қанағат пен шүкіршілік, және де ол әрекеттен тоқтату керек па. Екіншісі жаңағыдай қымбат сағат алып қуып кету ма, әлде мұсылмандарда намазхандардың арасында андай да бар да, соңына дейін болды там ештеңке алма, бүткіл андай бір намазхан десе мисікті алып кетіп жағып, мынандай сақалы бар, жаман шалбармен тізе шығып кеткен деп те елестетеді да. Осының бір несі қайда деп, границасы деген ғой, қанағат пен шүкіршілік, және де біреуден асу үшін алу харам, бірақ сапалы зат үшін төлеуге болады. Әдемі. Затқа келген кезде шекарасы осылай. То есть мысал ретінде саған мен қарап отырмын тесот ұнайды. Ол мысал ретінде сенің мақсатың біреуден асу, озу немесе басқа қылу емес. Мысал ретінде Асқар пәленбай, сіздікі қандай еді, Rolex пе еді?
Rolex алды, мен Tissot алуым керек деген болатын болса, онда ол қиын жағдай. Иә, Сен онымен не қылып жатсың андай бір жарысу сияқты. иә, озуға тырысып жатсың, например, ол қазір, например, айталық Rolex алды, значит мен жарайды Patek Philippe аламын. Ондай қиын жағдай. Егер сен сол үшін қуалап жүрген болатын болсаң, мысалы ретінде Құран кәрімде айтады, яғни сендерді алдандырып қойды дейді да. Осы дүниені көбейтудің мәселесі сендерді алдандырып қойды дейді. Яғни сендер қабірге кіргенге дейін бұл сендерді босатпады дейді да. Сен 50-ге келдің, 60-қа келдің, артында балаң шағаң істеуің керек, талай дүниең бар, ауыл елдің барлығы сен аузыңа қарап отыр, сен біреудің Patek Philippe'мен қырылып жүрсің да. Ол өте қиын нәрсе, ауыр нәрсе. Ал бірақ саған сапалы, мысалы ретінде қымбат емес, бірақ сапалы жақсы бір сағат ұнайды. Черути ұнайды саған, окей. Сен алдың, тағып алып салдың, болды. Саған ұнайтын болса, сапалы болатын болса, жылдар бойы қызмет етеді. Жылдар бойы қызмет етеді. Мысалы ретінде біршама сағаттар, енді маркетологтар бетіп қызықтырады ғой, сен ертең балаңа қалдырып кетесің деп ше, мысалы ретінде. Сол сияқты енді біздің ұстауымызбен, конечно, бала қалмайды ол. Біздің өзімізге 5 жыл шыдап берсе жақсы. Бірақ жалпы алған кезде солай. Мысалы ретінде. Ол жаңағыдай дүниеге төлеу мәселесі ол солай. Ал егер де сіз бағанағы шүкірмен қанағат айтатын болсаңыз, шүкір деген тоқтауға байланысты емес. Сол еріншектікті көбі немен жауып тастайды андай, шүкіршілікті қанағатты ша. Өзінің жаңағыдай бір нәпсінің қалауларын діни бір әртүрлі бір нелермен жауып алатындар бар ғой. Шүкіршілік вообще тоқтауға қатысты емес. Алла тағала айтады, сен шүкіршілік етсіңдер, арттыра берем деп айтады. Шүкіршіліктің мәнісі оны қаяқтан келіп жатқандығын мойындау. Жаңа Асекең айтты ғой, мысалы ретінде менің ұстазым Қуаныш Жұмбай, мен ұялмаймын қазақстандық кісіден білім алғаныма. Мінекей деді ғой. Осы шүкіршілік. Ол деген сөз анау Қуаныш Жұмбайдан анау не алуды қояды деген сөз ба, сабақ алуды? Вообще қатысы жоқ. Бірақ сол сияқты шүкіршіліктің мәнісі сен алдыңа келіп жатқан дүниең, заттарың, ақшаң, анау басқаң именно Алладан келіп жатқандығын түсінуді. Именно Алладан келіп жатқандығын түсіну. И все. Шүкіршілік деген осы. Ал қанағат деген не нәрсе? Қанағат деген сенің фокусыңды дүниелік істерден ақыретке қарата бұру. Егер де сені қолына Patek Philippe жоқ екендігі уайымдататын болса, уайымдатады. Ал бірақ сен намаздарын кей кезде қаза болып кететіндігі, сен ашуланшақ екендігің, кей кезде боқтап жіберетіндігің сені уайымдатпайтын болса, онда сен қателесіп жүрсің. Саған керек ол қанағат деген әңгіме. Қанағат деген әңгіме сен дүниелік істе қуалай беруден тоқтап, например, сапалы бір жақсы бір сағат алдың, я болмаса бір киімдердің басқаларын алдың, болды. Әртүрлі маркетологтардың құрбаны болып, әртүрлі видеоларды көріп, новый шыққан айфонның видеосын көріп, ананың видеосын көріп, өзіңді қыдықтай беріп, ол нәрсені қою керек та. Енді көңіліңді ақыретке қарата бұру керек тағына. Сен мысалы ретінде имперфектсің ғой. Шынымен де сен бойыңда біраз түзеу керек заттарың бар ғой. И сен соларға уже көңіл бөле бастаған уақытта қанағаттың керек жері осы да. Мысалы ретінде Ахмет Байтұрсынұлы ұстазымыз айтады, қазақты Құдайға шүкір құртады дейді. Құдайға шүкір деген сөз Құдай мәселесі емес. Ахмет Байтұрсынұлы мысалы өлеңдерін оқыған болатын болсаңыз, өте құдайшыл кісі болған. Мәселе ол жердегі анау ақиқи діни мағынасын айтып тұрған жоқ. Қазақтың Құдайға шүкір дейтін сөзі құртады дейді. Яғни біз Құдайға шүкір деп айтқан уақытта біз уже дамуды тоқтатамыз. Вообще ол нәрсе артынан қуаламаймыз деген сөз. Осы сияқты подход қазақты құртады деп айтады. Сондықтан ол шүкіршілік нашар, ал діни шүкіршілік ол вообще ол біздің қолданыстағы шүкіршіліктен сәл басқашалау негізі. Жауап бере алдым ба? Иә. Ал екінші ана мәселесі қайттан не былай жүреді, максималистпіз ғой енді, не былай деген сияқты. Жаңағы бір тау берсе, алтын берсе тағы алтын береді деген сияқты, немесе кейбір бір діни контекстегі нәрселерді алып алғанда сонымен дүние жаман, ол адамды құртады дейді ұстанатындар да бар да. Жоқ, дүние мындай бір мәселе бар. Адамдардың арасында деген ғой. Дүниеге Алла тағала күш қуат бермеген ғой құртатындай. Мәселе былайынан. Жалпы дүниеге алданбауға, оның бағасы болмайтын нәрсе екендігіне қатысты хадистер бар. Мысалы ретінде дүние ішінде қандай бір шыбыны қанатына тұратындай бір құн болатын болса, Алла тағалаға жаңағыдай қарсы шыққан адамдарға Алла бір жұтым су да бермей қоя салатын еді деп айтады. Дұрыс па? Иә. Демек, дүниенің құны жоқ деген нәрселер ол. Өте шынымен де ол бағыттағы хадистер өте қатты көп. Дүниенің ол хадистер не үшін айтылған? Біз кей кезде дүниені басымызға қойып кетеміз ғой, вай деп. Рас қой? Вай, мындай үйің болса, мындай киімің болса, мындай көлігің болса деп жаңағыдай. Сол кімде бар болатын болса, соны жақсы көріп сөйтіп кетеміз да. Ол жаңағыдай нелердің мәнісі дәл үйтіп қатты көтермей-ақ қой, оның бағасы оншалық деңгейде емес деген сөз. Любой жағдайы бар адамнан сұра, вообще болмашы нәрсе деп айтады.
сен артынан қуалап жүрген айфонның қызығы 2 аптадан кейін таусылады негізінде. Шын. И оның құнын білуіміз керек та. Ал бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи айтады, бір кісі кетіп бара жатады, сол кезде сахабалар сұрайды, әттең бұл кісі одан да Алланың жолында жүргенде ғой, намаз оқып жүргенінде ғой, не қылып жүргенінде ғой деп шандай бір бетіп жүргеннен гөрі намаз оқып жатқанда ғой деп айтады да, жұмыс жасап жүрген сондай бір адамға қарап. Сол кезде пайғамбар саллаллаху алейхи айтады, кімде-кім отбасын асырау үшін жүрген болатын болса, ол Алланың жолында деп айтады. Кім өзінің намысын қорғап біреуге күнін қаратпау үшін жүрген болатын болса, ол Алланың жолында жүр. Сол үшін ол Алланың жолындағы іс-әрекет. Просто оның несі мындай парадигмамен қойылады да, адамның жүрегі ақыретте болу керек. Жүрегі ақыретті бағалы тұту керек. Көңіл сол жаққа қарата бұрылып тұру керек. Таңдаулар келген болатын болса, ақыретті бірінші орынға қою керек. Азан айтылған кезде сен жұмысын сәл қоя тұрудың амалдарын қарауың керек. Ол иә. Ал бірақ сен қолың 100% іс-әрекетте болу керек та, еңбек етіп жүру керек. Мысалы Омардың өзі айтады. Бір кісіні көреді, красавчик та, тұла бойы барлық аккуратный, опрятный, күшті киініп алған. Немен айналысады деген кезде, ештеңемен айналыспайды дейді, осы әдемі болып жүреді просто дейді. Мен көзімде қатты түсіп қалды дейді, мына кісінің дәрежесі дейді. Әрбір адамның өзінің бір мамандығы болу керек, іс-әрекеті, кәсібі болу керек. Қол іс-әрекетте болу керек та, 100%. Бірақ жүрек соның артынан қуалап кетпеу керек та. Жүрек соның артынан қуалаған кезде сен уже бағанағы харамдардың артын қарай бастайсың. Может быть, халал деп айтатын ұстаздар бар ма екен? Мысырда фәтуасы бар ма екен деген ма Мысырда шығарған? Енді Мысырдың барлығы бірдей халал деп шығара бермейді, просто андай бір басқа мемлекеттерден деген ол бізде жоқ қарайды демесең, иә, сондай бір әртүрлі нелер болады да. Сол үшін ол солай. Ал бірақ адам ісі 100% іс-әрекетте болу керек. Сен сапа үшін төлеп жатсаң, мысалы ретінде сен бір жөнді бір жақсы не үшін төлеп жатсаң, сен бір жерге бір переговорға бара жатқан уақытта бір деңгейде болу үшін, басылып қалмау үшін, я болмаса біреудің алдында сен өзіңнің маман екендігін көрсету үшін, сол сияқты бір мақсаттарда болатын болса, ысырапқа салынбастан болады. Ысырапқа салынатын болса болмайды. Ал бірақ қазір табырмайды. Соңғы мәселе. Пайғамбар саллаллаху алейхи андай бір жүнжіп кеткен бір кісілерді көріп айтады, мына кісінің тарағы жоқ па не, алып таралатын дейді да. Адам қоғамның көркі болу керек, мұсылман. Бренд киіну емес, мен айтып тұрғаным. Ол аккуратный киіну керек. Аккуратный, жақсы дұрыс киінген болатын болса, қараған кезде, мынаны шашын алдыру керек қой, мынау шаш алатын ақшасы жоқ па деп айтатын деңгейде болмау керек та. Не болған киіміңе, маған үйге қарай келсе, менде артық киімдер бар, саған беріп жіберейін деп айтатын деңгейде болмау керек та. Жұртпен қатар болуға тырысу, имеется в виду, қалай сен анау нелерді қарамайсың, анау өте бай жоғары планкадегілерді қарап мен солардан қалмауға тырысуым керек деп айтпайсың. Сен өзіңмен бір деңгейдегі табысы бір деңгейдегі адамдардан кем болмауға тырысу, просто нормальный киінуге тырысу, ол онда тұрған ештеңе жоқ. Ол керісінше солай болу керек. Өзі мұсылманның деңгейін көтерген ғой. Сол деңгейден ешкім оны түсіруге ақысы жоқ та. Мұсылман болып тұрған халде. Иә. Жаңа сапалы нәрсе деген есіме түсіп кетті да. Сол ұстазымыздың бірі, ағамыз ғой, Асқар екеуміздің, Бекарыс деген кісі, Османның негізін қалаушыларының бірі. Сол кісі бұрын мынандай нәрсені үйреткен еді. Қаржылық сауаттылық болғанның лайфхак ретінде айтып жатқаным ғой. Бір дүние алсаң, егер ол соның маңызды ең басты рөліне әсер етпесе, басқа жерлерінде ақау болса, жеңілдікпен соны ал деген нәрсені айтады, бірақ сапалырақ. Мысалы, шаңсорғыш, күшті шаңсорғыш тұр, 100 000 теңге. Samsung Pik, пылесос. Пылесос деп айтып отырмын. Қазаққа пылесос алып жатсың, оның қызметі шаңсору ғой дейді. Енді қызығы, оның бір дөңгелек сынып тұрса, немесе бір шеттерінде сырылған болса, проблема жоқ дейді. Бірақ ол жап-жаңа, өте сапалы. Бірақ қасында бір Қытайдікі тұр, Қытайдың бренді, онша емес, әлсіздеу болуы мүмкін. Ол қытайлардікі жаман деген сөз емес. Бірақ салыстырмалы түрде. Ол 50 000 тұрады. Оданша сен мынаны 50%-бен жеңілдікпен алғаның дұрыс дейді. Яғни оның басты қызметіне әсер етіп, ол біріншіден сапалы, екіншіден қызметін жасап жатыр дейді. Және мен бұны істеп көргенмін, мысалы, сондай шаңсорғыш алғам. Және Сулпак, Технодом сияқты жерлерге барса, арнайы бір сондай нелері бар, уголок, островоктар. Сондай сырты сырылып қалған телефондар, AirPods-тар, мысалы, су жаңа, бағасы Xiaomi-дің құлақ қап десе тартысымен қалшы, наушнигмен бір бағада тұрады, бірақ AirPods-та ол. Бағасы бірдей. Анау 15 000 тұрса, мына 20 000 тұрады, бірақ өз бағасы ананікі 70 000 деген сияқты да. Сол сияқты пылесос 120 000 тұруы мүмкін, бірақ бір дөңгелегі шеті майысып келген үшін ана қорапта, енді заводской брак дейді ғой. Бірақ оның шаң соруына әсері жоқ, бірақ жеңілдікпен 40 000, 60%, 70%-бен тұрады. Сол жерде андай бір лайфхак енді өзім де істегем, әлі күнге дейін істеймін. Кей кезде күшті мықты брендтердің сондай бір ақауы тұрған болса, өзім есімде әлі күнге дейін соны айтқаннан кейін бірден амал жасаймын деп бір ретте бір жақсы брендтен куртка алып жаттым. Сөйтсем, несі замогы сынық екен. Ол куртканың бағасы кішігірім айфонның бағасына жобалас деген сияқты ғой. Одан да бәлкім қымбат болса. Сол кезде несі замок істемей қалған, сосын алып несе ойбай ол жүгіріп кетті да, мен складтан басқасын алып келейін деп.
сөйтіп жоқ керек жоқ, мынау керек дедім да. Қанша түсіп бересіздер дедім. Сол кезде 60% ба 70% бірдеңке түсіп берді. Сосын келесі келгенде тағы да сізге 10%-ық жеңілдік береміз деден деді. Сонымен ақыры соны алып кішігірім Вайкикидің бағасын алып кеткенсіз ғой десең. Сол сияқты. Жоқ, оны сосын залмогын бір 5 мың теңгеге ме 7 мың теңгеге жасатып алдым және қаншама жыл киіп жүрдім деген сияқты да. Сондай қызық лайфхак бар енді. Бізде қаржы сауаттылығын андай деп ойлайды да. Өзі онда құртқан сол өзіміздің инфо-цыгандар. Енді инфо-цыган деген ол бәрі емес. Мен өзім де инфо саласында болғам, кәсіпте, инфобизнесте продюсер болғам. Просто енді іште жүргеннен кейін әркім өзі жүрген саланың былығында несін де біледі. Мысалы сол жерде шынайы сапа үшін қызмет етіп жүрген азаматтар да бар да. Ары ақшасынан жоғары тұратын. Бірақ құртқан сол бағандай нелер ғой. Вавилондағы ең бай адамды оқып алып, қаржы сауаттылығынан курс ашып, тура соны қазақша аудармаға жасап, кітап жазып кеткендер де бар да. И содан кейін оның қоғамға берген әсері, сен қаржыңды 50%, 20%, 30% немесе 50%, 20%, 10 етіп бөле алсаң, және сен осылай өмір сүрсең, сен қаржы сауаттылығы бар адамсың да. Ол негізі ондай емес та ол жерде. Қаржы сауаттылығы деген нәрсе енді ол осы жерде ана қаржы сауаттылығының бір базалық 4-5 нәрсесін айтып кеткен дұрыс шығар. Тоқтап кетсеңіз. Андай нәрсе емес та, қаржы сауаттылығы деген ол пайыздарға бөлу, ол толағанды емес, бірақ бір сипаты да. Бір сипаты. Бір көрініс. Мысалы сен бір 5%-ын өзіңде бар өміріңде, бірақ ол 50% емес та. Сонымен қаржы сауаттылығына нені кіргізем? Мынандай нәрселерді мен қаржы сауаттылығы бар адам деп білем да. Мысалы ретінде мына кардиганның шетінде жазылған болады 30%-дан 30 градустан жоғарыда жууға болмайды. Яғни мен мынаны 30 градуста жуып жүруім менің қаржы сауаттылығым бар екенінің белгісі. Немесе мен аяқ киімде жазылған характеристикасында, мысал ретінде ғой, енді характеристика дейміз бе? Былғарыны мысалы немен влажный салфеткамен сүртуге болмайды. Өйткені спирт бар. Майлап жүру керек. Үнемі. Ұзақ мерзім сапаға жұмыс жасайды. Бұл қаржы сауаттылығы бар да. Ұқыптылық. Яғни бір нәрсені мысалға берді, сатып алдың, ол стандартта саған 2 жылға жетеді. И оны 2 жылға жеткізе алу, бұл шынымен қаржы сауаттылығы бар да. Бұл адам бәлкім болашақта бандай бір женесі бұл адамда ысырапшылдықты бар деп айта алмайсың да, бәлкім ысырапшылдықтың алдын алып жүрген адамның бірі да. Ол 150 мың қалып отыр киімді. Бір футболканы 150 мың қалды. Бірақ ол Алла Тағала енді әр нәрсенің өзінің заңын беркітті ғой. Мысалға суды 100 градуста буға айналады деген секілді да. Ана киімнің де өзінің бір заңдары бар да. Яғни ол егер 40 градуста жуса немесе қолда жуса, ол созылып кетеді, өзінің формасын жоғалтып алады. Бірақ ол бандай стандартты, ол кейін 5 жылға жарай ма? Демек, осылай бір стандарттарға бағыну, сол заңды ұстау, ұқыптылық ұстау, ұзақ мерзімді ұстай алу да бір қаржы сауаттылығының белгілерінен деп ойлаймын да, өзім осыны кіргіземін адам. Мысалы сен бөлесің ақшаңды, 50%-ын алып қоясың, 50%-ын жұмсайсың, 20%-ын бандай жинайсың, 30%-ын отбасыңа бересің да, бірақ өзің бір киімді аласың, 3 айдан көп кие алмайсың да. Немесе аяқ киім аласың, сен бір-ақ сезон киесің деген секілді. Мен өзіме мына нәрсе қатты әсер еткен. Бір рет Руслан ағаның подкастын көріп отырмын, Берденовтың, Руслан Берденовтың. Ол кезде ол үстіндегі киімді бірдеңкені айтты, мен мынаны 5 жылдан бері киіп жүрмін деді. И сұрақ болды да, мен қай киімді солай киіп жүрмін деген нәрсе болды. Мен қандай нәрселерімді ұзақ мерзімден бері киіп жүрмін деген сұрақтар болды. Енді алаң қауаменен бір шаман нелерім бар екен, 2018-ден бері келатқан киімдерім бар деген секілді. Енді бұның өзі мен ана ысырапшылдықты, қаржы тесіктері деп атаймыз, яғни шығындардың біз байқамайтын тесіктерін өзім байқаусыздан солай жауып жүр екенмін да. Бұл бірінші Құдайдың қалауы. Несе Құдай қалағаннан кейін барып бандай сипаттарды мен бойыма енгізіп қойды да. Әлбетте. Ол бір жағынан байқағаным тек қана мәселе бағада ғана емес, бір жағынан мәселе берекетте. Сен мысал ретінде өзі жағдайы нашар болып жүрген адамның көзінше қымбат киім сатып алсаң, қасында жүріп, бірге мысал ретінде Мегаға бір жерге бардың, и ол вообще жағдайы средний адам, сен кірдің, оның көзінше Гуччиға кірдің, бір сатып ала салдың да. Бір мақтанғың келді, я болмаса мақтану ниеті болмады вообще, просто так сен көріп қалдың, жақсы кетіп жатыр екен, сатып ала салдың деген сияқты. Мысал ретінде көзінше сен істей бастаған кезде сол нәрселерді сен оның көңілін қанатасың да кәдімгідей. Өте ауыр нәрсе. И сол үшін мысал ретінде ерте заманда көшеде нан тамақ жеп тұру айып саналған. Өйткені аш адамдардың көңілін сындырасың да. И осы нәрсе, мен бұны не үшін айтып жатырмын? Заттың берекетін кетіреді екен. Заттың берекетін кетірген кезде уже не важно, ол 3 миллион тұра ма, ол 200 мың тұра ма, вообще не важно. Менде бір мәрте сондай болды.
бір кісінің көзінше қай бір күндері мен сізге жаздым ғой анау Массимо Дутида жүрмін деген кезде. Екі не алдым. Біреуін ана кісінің көзінше алдым да, мән берген жоқ, шыны керек, вообще мән бергенім жоқ, вообще ойыма да болған жоқ. Бәріміз киім қарауға барғанбыз ғой, по идее. Мен тұрмын да ала салдым. Үйге қарай келдім. Киіп келгенмін ғой, өз үйіме бардым. Сөйтсем, кір жуған кісі қайнап жіберген екен, андай 90 градуспен бір нәрсемен жуған екен. Анау мындай болып қалған ғой, қандай. Сондай болады өзі. Мен вроде бы күтімді жасауым керек. Бірінші сипаты сол ғой. Вроде бы қымбат жасауым керек. И мәселе неде? Бұл бір-ақ рет болған жоқ та менде. Бір-ақ рет болған жоқ. Менде де. Біреуінде бір киімді ұрлап кетеді, біреуінде бір нәрсе болады. То есть ұзаққа мен жеткізгім келген негізгі ой. Ұзаққа бір заттың шыдауы тек бағасымен өлшенбейді. Біз міндетті түрде оның берекесін сұрауымыз керек Алладан. И біз біреуге де берекет тілеуге үйренісуіміз керек. Алла берекесін берсін. Бірақ сен көріп қалдың ба, үстіне киім жақсы ма, берекесін берсін. Жақсы сағат көріп қалдың ба, берекесін берсін. Машина алып жатсың ба, машалла, берекесін берсін. Үй алдың ба, машалла, берекесін берсін. Берекесін берсін деген нәрсе қатты маңызды. Ал біреу сені мақтайтындай уатса, сен машалла деп айтасың. Машалла деген сөз бұл Алланың қалаған нәрсесі, менің емес. Менің супер эффективный, мотивированный, гуру, сауатты болғандығымнан емес ол Алла бергеннен, машалла да. Или болмасам 5 мың курс оқып 20 мың кітаптың жемісі деп айта алмаймыз ба? Айтамайсың. Сол үшін адам тек қана бір бағасымен, сапасымен, басқасымен шектеліп қалмау керек. Адам Алладан берекет сұрау керек та, және де заттың берекесін кетіретін нәрселерден абайлау керек та. Біреуге мақтанып қалу, не алу деген сияқты нәрсе. Осы жерде тағы бір нәрсе бар. Мен өзім көкпарға қызығамын ғой енді. Көп адам біле бермейді. Соңғы бір жылдың ішінде прямо. Бұрыннан болған. Да? Иә, бұрыннан болған. И мен бұл Лана бір деңгейге жеткенде айронменмен айналыса бастайды адамдар. Сол сияқты бір орынмен ғой, біз әзірше біз түсінбейміз десек. Средний возрастта ма? Ақшаның деңгейін айтасыз. Иә, ақша деңгейі. Ат қораны салу үшін, атқа қора салу үшін 4 жыл дайындалғанмын. Алла куә. Айналамдағы ең жақын адамдарым біледі. Мен 2020 жылдары мен кеше ссылкаларында көрдім да, 2020 жылдары мен байқамай жақын адамдардың қатарынан шығып қалғансың ғой. Фазендаға жоқ. Ана көмекші деген секілді ғой. Қасымда фазендан жіберген ғой, мынаның бағасын біліп бер, мынаны саудалас деген секілді. Немесе андай бір арзан жерлер іздегендерім, то есть бар да сондай нәрселер. Өзіміздің Қазығұрт жақта, туған ауылым емес, бірақ енді ауыл жақ. Қазығұртта ағаларымыз бар. Мен сол жақтан ат аламын да үнемі. Өйткені енді ол екінші аты бар, енді ол жақта нелердің ат завод деген несі бар да, мысалы Өзбекстан, мысалы сол жақтан алатын, $100,000, $200,000 аттарды сол жақтан алады. Немесе атақты шауып жүрген аттардың көп сол жақтан шыққан деген секілді. Мен де сол жақтан ат алып отырмын. Ең бірінші алып отқан нем ғой, атым көкпарға. Ағам екеуміз тұрмыз, ана кісі күшті саудаласады. Айтқан нәрсеңді айтқан бағаңа алып береді ғой, егер ақылға қонымды болса да сол. Сосын шықтық, аттың бағасын қаншаға не қыламыз деді да, қаншаға алып берейін деді. Мен бір 50,000 түссе жетеді деді. Ана кісі айтады. Енді оның ойында бір 300,000-400,000 түсіргісі келіп тұр ғой енді. Сосын осы жерде берекетін қашыратын нәрселердің тағы бір несі бар. Мысалға мен атты алып отқан кезімде, ой бұның тұяғы дұрыс емес екен, айбын айтып ана құнсыздандырамын да. Бұл біріншісі. Екіншісі, біліп тұрмын, оның бағасы негізі $1,5 миллион да. Бірақ мен оны біліп тұрмын өзім. Ансаптылықпенен оның бағасы $1,5 миллион, бірақ мен айтамын да, жоқ, бұның $1,300,000, $1,200,000 деген секілді. Енді бұл көкпарда енді бұл аттар енді $1,5 миллионның аттары, бұл ат болып есептелінбейді. Соны сразу келісіп алайық. Мә қымбат екен деп айтпай қойсақ та. Сыртта бүйтіп зритель болып жүруге арналған аттар ба? Дәл өзі, тура сондай. Одан артығына жарамайды негізі. Оны зритель болып жүргеннің өзінде егер дода келіп қалса таптап өтіп кетеді да. Ол страхованный емес. Не секілді ғой, қалада матизбен жүрген секілді да. Егер сен бандай бір 200 кило болсам, Кайзлак келіп соғатын болса, сен тырғамайсың ананың ішінде. Сол секілді, оны айтқан бағана тақырыптан ауытқыламайын. Бізде сол затты алып отқан кезде бірінші айбын айтады ана нәрсені, құнсыздандырады. Машина алып отқан кезінде, ой мына родной краска емес екен деп, или болмаса екіншісі сатушының көңілін сындырып алады да. Яғни сатушы басқа амал жоқ, ол негізі мысалға бағана атты маған $1,5 миллионға берсе, ол да риза, мен де ризамын, менің де қалтама қатты әсер етпейді. Бірақ максимал түрде ұруға тырысамын да нәрсені, сөйтемін да, одан кейін ойлайсың 10 миллион теңгені манипуляция жасап деген сияқты ма? Ол да бар. И жалпы ана жерде бағаны максимал түрде сындыру ғой. Ана қаржы сауаттылығынан деп ойлайды да.
қаржы сауаттылығы бірінші затты максимал түрде арзан алу деп ойлайды да. Ойла, сен 10 миллион теңгеге көкпардың атын алайын деп отырсың да, бірақ сен оны аласың, 8 миллион қаласың да сындырып, бірақ ол сен қораңа келгеннен кейін аты шаппай қалады да, көкпарда шаппай қалады, кірмей қалады додаға. Немесе сен 15 миллион теңгенің мәшинесін біліп тұрсың ана адамға ақша керек екендігін, сөйтесің да 13 миллион теңгеге алып аласың да, ода басқа вариант жоқ. Ол сатады, бірақ 2 күннен кейін домалап кеттің да машинамен. Или болмаса там машина моторы кетіп қалды, коробкасы кетіп қалды. Байқаусыздан сен кетіп бара жатқан кезде Д-дан Р-ға салып жерінде жүріп бара жатқан машина. Яғни осындай бір тұстары да бар да. Абу Ханифаның қасына бір кісі келіп андай не ұмытып тұрмын қазір, бір малын сатады, не қателеспесем жібек болу керек. Жібек емес, ана бір тауар болу керек. Иә, бір тауарды келіп сатқан кезінде ол мұқтаж болады. Бірақ Абу Ханифа мысалға сол кезде негізгі бағасын алады да, ол айтады, андай мысал ретінде айтады, 10 реал дейді. Абу Ханифа айтады, жоқ, мен бұны 20 реалға аламын дейді. Неге деген кезде бұл негізгі бағасы 20 реал дейді. Жалпы нарықты 20 реалдан алып отырмын. Сен мұқтаж болғаннан кейін сатып отырсың. Бірақ мұсылман, кәсіпкер, андай бір өздерінің андай бір ұстайтындар бар да, мысалға жалпы 2 күн ақша тауып Инстаграмда өзін бір бай ұстайтындар бар да. Соларға мен айтарым, немесе өзін сондай бір ұстап жүргісі келетін кісілерге, сен қиналып жатқан адамның ақысын жемей сатып ал да, одан кейін жүр да, мысалға мен қазақпын, или болмаса мен қаржы сауаттылығым бар деген секілді, Құдайдың алдындағы ынсаптылықты ұстап тұру деген мәселені ертең кім кепіл бізді дүниемізді бір мұқтаждықпен сатпауды, Алла сақтасын да. Әне берекетті ұстаудың бір себептерінің бірі сатушы, сатып алушы да екеуін де разы болып тарау. Мысалға мен де ертең көкпардың аттарын алып келіп отырмыз. Мақсат болашақта соның тайларын шығарып Алматыға ұсынуда, Алла нәсіп етсе. Мен де сол кезде бір ынсаптылықпен сатсам деген ниетім бар да. Мысалы, өйткені маған қай атты алған болсам да ынсаптылықпен сатты. Несе мен оларға білмеймін, енді бағаны қатты бір не қылдым деп ойламаймын. Алып отқан осы күнге дейін алған заттарымды ешқайсысын Алланың қалауымен бір рет болсын андай бір кемшілігі болса да, разым ғой, мен енді сол кемшілігін көріп алып отқаннан кейін мынандай кемшілігі бар екен, сол үшін маған төмен бересің деп айтпағым. Бірақ енді үлкен компаниялар болатын болса, мысалға Луи Виттон, мен барамын да, мен скидка сұраудан ұялмаймын. Гуччи мысалға, или болмаса Китон, мен оларға айтамын, өйткені олар маған 10% скидка жасап беру, олар не чувствует ол нәрсені. Бірақ ана штуктап сатып отқан адамнан сұрау енді ол ұят та. Оған кәдімгі әсер етеді 10%, 20%. Бірақ ана үлкен сет компаниялардан барып 50%-ға дейін алсаң, мысалға бағандай ғой, замогы сынып қапты, ренжіме, мынаны мен 70% скидка жасап берсең ғана алам деп тұрып алу, олар үшін де не емес, біз үшін де пайда, олар бір қатты зиянға да кірмейді ол нәрсемен. Екіншіден ол нәрсе оларға ұқыптылықпен жұмыс жасауға әсер етеді. Баяғыда бір осы кәсіп, ол енді білмеймін 12-13 жыл бұрын ба, может одан да аса шығар. Кәсіп саласымен енді бір танысып жатқан кезімде сетевой маркетингтен бастағам теманы. Мен парфюм сатқам. Сол кезде тек қана парфюм болған жоқ, ол жақта бірнеше проекттер болды. Хадис қамал еткенсіз ғой сразу десең. Жоқ, ол менікі бірінші, өзі білесіз ғой, любой адам бірнеше банкрот болмайынша кәсіп саласына кіре алмайды нормально. 7-ші класстағы алғашқы тренинг сол болған менде. 7 ма, 6-ші класс па? Арифлеймнің несіне барғам, тренингіне барғам. Арифлейм. Қысқасы, сол жерде тағы да бірнеше проекттер болды. Ішінде более-менее серьезный проекттер де болды. Бір заводтар болды, там бір аяқ киім фабрикалары болды, бірнәрселер болды. Яғни кәдімгі шынайы үлкен кәсіпкерлермен жолығып қалдым. Алла маған сәтін солай салды. Мен мына жақта парфюммен айналысып жүрмін. И тура бір офистің ішінде сол барлығы ана кісілер үлкен жобалармен айналысады. Сол кезде маған сол бізге Қазақстанға сол кезде Nike, Adidas'тар енді келіп жатты. Енді прямо бірінші мәрте біз сол кезде оригинал заттарды көре бастадық. Adidas'тың, Nike'тың деген сияқты. Сол кезде маған осы теманы түсіндірген. Енді әлбетте ол жалғыз жүйесі емес, жүйелер әртүрлі, бірақ бір жүйесі 2,5 деген жүйе екен. Условно говоря, сен 1 теңгемен сатып аласың затты, себестоимостьті алып келесің, 2,5 есе баға қоясың. 2,5 теңгеден сатасың. Мысалы, сен 10 зат сатып алған болатын болсаң, 10 теңге кетті ғой сенде. Келіп мына жақта 4 зат сатқан кезде сен уже салған ақшаңды шығарып аласың да обратно. Сен 10 салдың, 4 зат өткеннен кейін барып сенде уже 10 қайтып келді. И арғанда 6 зат қалды ғой тағы да. 6 зат бар әлі сенде де еще. 1 теңгелік. И сен соны аласың да 0,7 теңгеден ұра бересің скидкамен. 2,5 теңгенің затын 0,7 теңгеден ұра бересің. Үлкен скидка жасап жүресің. И сол кезде сен алғашқы салған ақшаңды да шығардың, и үстіне сен даже пайда да көрдің. Иә,
сатып алған бағынан арзан сатып жатқан болатын болсаң да сен бәрібір де шығынға түспейсің да, өйткені 10 теңгең уже шығып қойған сенің, қандай бағаға сатқан болатын болсаң да плюс. Сол үшін жаңа Асекең айтып отқандай төмен бағада егер де сен алып жатқан болатын болсаң, олар в любом случае үлкен сайттар әдетте енді олай екен деп не шектен шықпайсың ғой бәрібір де, бірақ енді жалпы олар қатты шығын деп те айтуға келмейді жалпы. Жоқ, маған да сол жаңағы сол бұрын Бегар сағамызбен жүреміз ғой, енді неше түрлі үлкен жағдайлар Аллаға шүкір ғой. Бірақ ол кісі де сөйтіп сұрай салды, жеңілдік бар ма деп андай. Соны үйреніп алған ғой мен де андай, жетіп тұрса жай сұраймын. Ол басын кесіп алмайды андай. Болса кейбіреу дейді сурет түсіріп берсе, болды сізге 10% береміз ғой, 20% деген сияқты. Түсірсе күшті, түсірмесе проблема жоқ деген сияқты. Бізде жігіттер сол үшін қыз сатушы бар дүкендерге кірмейді ғой. Сұраудан ұялады. Ана как будто ана сатушы қыз ана скидка сұраса ақшасы жоқ деп ойлап қалады да. Бірақ осы жерде үлкен бір прикол бар. Ана қыз ертең ұмытып жібереді ана жігітті. Дүкеннен шыққаннан кейін ана өзін анау шаруасымен не алып жүр. Біріншіден сен ақшаң аз болу ол ұят нәрсе емес. Өйткені ұят нәрсе не ұятқа кіреді? Сен сөзіңде тұра алмауың ұят. 200-ді болуың ол ұят. Яғни жігітке жараспайтын сипаттар ол ұят. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам мысалға Фатима анамызды Алиге берген. Бірақ Алидің бір бай деп айта алмаймыз. Бірақ ол мінезді болған да. Али радиаллаху анху. Мысалға менің де енді андай барлық адам андай ғой, бір белгілі бір деңгейге жетіп алғаннан кейін өзінің өткенін айтып отырады ғой. Мен кезінде андай 2-3 күн деп тамақ жемегем, или болмаса пешком жүргем деген секілді. Мен ойлаймын, барлық адамның өмірінде өз бір қиын сәттер болады. Любой адамда ол болады да. Алдыға уақытта да болуы мүмкін ғой. Алдағы уақытта тағы бір қайталануы мүмкін да ол нәрселер. Просто бізде сондай нелер бар, енді мен өзім байқайтын, ақшасы бар кісілер, олар ұялмайды скидка сұраудан. Или болмаса, оларға қызық емес, не ойлайды, не именно ана айдан айға жетіп жүргендер тырысады. Ұят болады. Асханаға барған кезде де мысалы мен қараймын, менюді қараймын, бағаны қараймын. Ол бандай бір не үшін емес, то есть счетты қараудағы мақсатым бірдеңке қосылып кетпеді ма, қате ұрып жібермедім. Өйткені адам бар жердің барлығында қателік болады. Мен ол бір зат мысалға қымбат екен деп жемей қоюда емес, мақсат чекті қарап көремін. Мысалы бір чай артық ұрып жібермедім ма, ол мен алаяқ деген мақсат емес, адами фактор, ол қателесуші адам. Сол үшін да оның өзін андай да, кейде барып қарасаң қысылады да қасындағы адамдар. Бауырым ұят болады. Несі ұят болады? Мен өзім жеген нәрсем несін, төлеп отқан нәрсем несі ұят? Или ол мысалға мен өзім официант болып жұмыс жасап көргем, счетқа қарайтын адамдарды мен ұят деп ойламайтын едім. Қарап отыр, ақысы бар, стандарт нәрсе де ол. Ұят нәрсе не ол, төлемей шығып кету ұят. Осы жерден қызық андай не шығатын сияқты. Бұрын бір кісі айтып еді, арыстан өзінің арыстан екенін дәлелдемейді, ол жай ғана арыстан болады деп ше. Осы жерде андай не шығады, жаңағы айтып жатыр ғой, біреу жаңағы сіз бағана айтқандай Rolex тақса мен енді Rolex-тан жоғары, яғни өйтіп дәлелдеудің түбінде оған ол өзі сенбейді ғой негізі. По факту келген кезде адам біреуге бірдеңені қай кезде дәлелдейді, ол оған сенбесе. Мен мысалы қазір маған біреу келіп, Темірлан тупой десе, мен кел қай кітаппен сөйлесеміз десе, мен может реально тупоймын да негізі. Өйткені нетпей көріп қананы. Ал шынайы ақылдылар болса, жарайды, сіздің пікіріңіз деп отыра беруі мүмкін да. Сол сияқты жаңа неден шығып кетіп жатыр ғой, жеңілдік деген ше. Сол сияқты байлар шынымен де Генри Фордтың оқиғасы бар ғой, келеді арзандауын алады. Сен балаң жаңа ғана келіп не деген суммаға алып кетті ғой, енді өзіне немесе біреуге дәлелдеу керек шығар еді, өз-өзіне бір подтверждение керек шығар еді, ол маған қатты керек емес деген сияқты. Сол сияқты тура әдемі келіп жатыр да, сол ақшасы жоқтар енді максималды өзін жасыратын сияқты ақшасының жоқтығын, сол арқылы өз-өзін бірінші алдап жатқан сияқты, сонымен сырттағыларды алдауға тырысатын секілді. Екінші мәселесі, шынайы барлар алдамайды, оларға қызық емес біреудің ойы. Бірақ осының бүткілдің жаңағы шығып жатқан мәселесі сол не сияқты ғой. Инстаграм, әлеуметтік желі, өйткені тағы да ескеретін алтын ереже, ол жақ 99.9% фейк. 99 дейінші жарайды. Жеке менің парақшамда мен әрқашан сторисмен саламын, андай кей кезде әдейі шашым маймай кез, немесе бір көзім ісіп тұрған кез. Өйткені былтырда салдым, 23-те 10 проекттен қадалыппын деп ше. Солай нетуге тырысасың енді, бір айыбыңды кішкене көрсетуге, бірақ сонда да бәрібір өзің фейк екен білемін да кейбір мәселе. Содан көбі көріп алады да, бір артта қалып қалған сияқты, бір сыртта шығып қазір бір күшті киінбесе, бір өзін бір кедей санайтын сияқты, өйткені Инстаграм әлемі әбден андай бір күшті қылып көрсетіп тастаған. Осы жерде тағы бір ережесі шығатын сияқты андай. Біріншісі сондай мәселелерді нету, отписаться ету. Ана виа негатива деген бар ғой, бірдеңкеге мысалы білмеймін, салмақ тастаған кесе
бірден тренировкаға барудың орнына бірінші білмеймін аузыңа тығып жатқан нәрселерден кішкене отказ беру ғой. Енді бірінші қадам сол ғой. Сені тоқтататын немесе кері тартып жатқан нәрселер сол сияқты. Жарысып кете берсек, өзімізді бір кедей санап кетсек, артта қалып қалған сияқты сезім болса, өмірде түктеге жетпеген сияқты болсақ, сол Инстаграмда, әлеуметтік желіге кішкене фильтр қою керек сияқты. Ол бір фильтр қоймаса да хотя бы түсіну керек, что оның бәрі фейк бақыт сәттерін салып жатыр. Қаржы сауаттылықтан тағы бір мифтардың бірі бар да, ол берекетті қашыратын нәрселердің бірі, маңызды болған нәрсе қымбат сату деген нәрсе қазір бәле болды осы нәрсе шынымен. Мысалы сен кітаптарда бар да сондай келеді да, сен өзіңді қызметіңді қымбат сатқың келе ма дейді да. Немесе сен менің курсым, вебинарым арқылы сен қымбат сатуды үйренесің дейді да. Мен оны былай түсінемін да, сен менің курсыма келу арқылы өз затыңды арсыз, имансыз сатуға үйренесің. Мынандай нәрсе бар да, ол жерде мен айтқым келіп отқаны, бұл қаржы сауаттылығының бір көрінісі ретінде не алады да. Иә, мысалға сен бір затты қымбат сата алсаң, демек сенде қаржы сауаттылығы бар деген нәрсе да. Осы жерден нәрсені түсініп алайық. Абдулла ибн Мубарак қалай істеді? Бір жерге барады да, бандай текстильный зат алғысы келеді. Сатушыдан сұрайды базарда. Маған сол бір 2000 метр ма материал бер дейді. Ол айтады, ондай материал менде шықпайды дейді. Мен алатын жерге бар, сол жерден шығады деп айтады. Ана 10 дирхам деп айтады, динар деп айтады, мысалы ретінде. 10 динар деп айтады. Анаған барады, анау одан сұрайды. 10.000 бар ма дейді да. 10.000 метр бар ма деген кезде ол айтады, менде ондай шықпайды айтады. Мен алатын жерге бар дейді. Сөйтіп анаған барады да, яғни 3-ші жерге барады да, одан 2000 метр алып кетеді. Сол кезде қасында Абдусалам деген досы болады. Абдусалам айтады, неге бұлай істедің дейді да. Ол Абдулла ибн Мубарак енді шынымен кәсіпкер болған кісілердің бірі. Қазір қоғамда барлық нәрсе қымбаттап кетті дейді. Мен мынаны арзан алдым, енді барып арзан сатамын дейді. Мысалы өткенде андай болды да, бір жігіттерді Инстаграмнан көріп отырмын. Андай мақтанып отыр да, мына нәрсені мақтанып отыр да, барахолкадан бір затты 1500 теңгеге алған, барахолкада 5500 теңгеден ба 7000 теңгеден ба сатқан да. Барахолкада ма? Иә, барахолкадан 1500 алған, и оны өзін кәсіпкермін деп көрсетіп отыр да, нервқа тиетін жері. Мен кәдімгі ашуым шығып отыр да қазір. И ол курсын ма бірдеңкесін сатқысы келіп тұр да, мен барахолкадан 1500 теңгеге алдым, и 5500 7000-ден ба саттым дейді да. Айналайын, барахолкаға кім барады? Сен кімді саттың ол жерде? Сен өзің қазағыңды просто ана жерде кигізіп жібердің. Сен сат, жарайды, 3000-ға сат да. Бірге бір қалсын. 4500-ға сат да. Мейлі. Сен 7000-нан да сатасың ба сол нәрсені? Сата аласың ба? Сен мықты сатушысың ба? Барахолкадан ал 1500 теңге, Есентайға келіп сатшы. Гарантия беремін, Есентайдың тұтынушыларына оны адам құрылым көрмейді. Ол сатуға дұқызы да жетпейді да. Ол барады, ана күнін көре алмай жатқан. Әйтеуір бір 4 бала шағасы бар, 4 бала шағамды киіндірсем екен деп сумка есіме түсті. Сумканы 1500 теңге бірдеңкені алып қымбат сатқан. И осылай мен миллион таптым дейді. Сен миллионды қалай таптың? Ана 4 баланың анасы бейшара көзі жастанып, скидка сұрап, өліп, немесе ана жерден біреу келіп айлығын алып, біреу қарызға ақша келіп балаларын киіндіріп отыр да. Бізде бала болғанымыз, мысалы мен білетін, бір рет мен үйде ақша жетпей қалған сумка алатын кезімізде, сөйтіп анам біреуден қарыз алып келіп, мен анам екеуміз киіндірген сол кезде. И сондай сәттерді білесің да. И ана қымбат сату деп, просто қымбат сату қайқы болады? Ресейге сат, қымбат. Азияға сат, қымбат. Түркияға сат, Европаға сат да. Сен сат, нарықта андай қаржыны ішке кіргіз, бірақ өзіңнің қазағыңа, ол қазақ болсын, ұйғыр болсын, тәжік болсын, өзбек болсын, бірақ Қазақстан азаматына сен қымбат сатпай қойсашы, айналайын. Ол бәрін өз арамызда жүріп отқан нәрсе. Мысалға сіз қазір нанды 100 теңгеден емес 200 теңгеден алсаңыз, обязательно сізді курсқа қосасыз. Курсты уже қымбаттатасыз. Мысалға мен де тура солай, мен тұрып отқан пәтерім бұрынғыға қарағанда қазір айтайын ба 3 есе көтеріп жіберген да. Сол мен сол кезде айтқанмын ол кісіге, мен ақшаны беріп отырмын, амал жоқ. Бірақ мен разы емеспін бұл нәрсеге. Сен пайдаланып отырсың қазір мені. Біліп тұрсың, мен шыға алмаймын бұл пәтерден. Жалға алып тұрған пәтерден шыға алмаймын. Сен мен айтқым, мен разы емеспін, ала бер, болды. Ол алды енді. Білмеймін қалай өмір сүріп отырмын. Мен сол кезде айтқам, ашық айтқам, мен разы емеспін. Бірақ берем, мәжбүрмін. Өйткені менде қазір басқа мол жоқ. И солай 7000 теңгеден алған шығар адамдар сол кезде. И ойлашы, мысалға бүткіл барахолка сатып отыр да, или болмаса бүткіл адам бәріміз курстарымыз сатып отырық та қазір. И бір адам қиналып келіп отыр да, оған қаржы сауаттылығы реально керек та.
и ол басқалардың бәрінде 300 мыңнан 500 мыңнан да, мысалы қазір инфопродюсерлер де мақтанады да, мен пәленшенің курсын 500 мыңнан 10 мың адамға саттым, немесе 100 мыңнан 1000 адамға саттым, 100 миллион оборот қылдық, мынанша. Жоқ, мақтанатын, ол мақтанатын көрсеткіштер емес та, ол андай өз аралы мақтанатын көрсеткіштер да. Бірақ мен көкпарға барып жүрмін, көкпарда мысалға сондай бір кісілер бар да, обороттары миллиардтан кетіп қалған да. Ол атын өзін аналар бір жылдық оборотына бермейді да. Мысалы мен білем, 100 миллион теңгеге сатылмай жатқан аттары бар да. Кеше Өзбекстанда бір ағамызда қонақта болдық, 400 мың доллардың атын бермей жатыр да. 400 мыңға саудаласып келген бермей жатыр да, бір атын. Еще ол қорасында ондай аттардан қанша да. Мысал ретінде ол бір мақтанатын көрсеткіштер емес, мақтанатын көрсеткіштер, ол мен мынау деп ойлаймын да. Мен мысалы Алланың қалауымен биыл барахолкада адамдарға қарағанда 10% арзан саттым. Мен қоғамға осылай көмек бердім. Кәсіпкер болғың келе ма? Абдулла ибн Мубарак секілді кәсіпкер болсайшы, ана өздеріне еще андай Абдурахман ибн Ауфқа ұқсатады ғой. Абдурахман ибн Ауфтың аяқ киіміне ұқсамайсың сен. Абдурахман ибн Ауф шынымен аяқ киіміне ұқсамайды олар. Неге? Абдурахман ибн Ауф мұсылмандарды өйтіп қанамаған. Мұсылмандар үшін ондай қанішер болмаған да. Одан кейін жүреді андай бақыт ақшада емес, бірдеңке жүректің тыныштығы ақша. Конечно, сен қаншама қазақтың, қаншама мұсылманның берекетін алып, қымбат сатып болғаннан кейін ол дүниеден қалай сен береке аласың? Ол дүние қалай саған жүрегіңе тыныштық болып кіреді? Қалай дүние ол сен бір жақсылығыңа жұмсайсың да? Берекенің несі сосын басталатын сияқты, бағасында айтқан осыдан кейін десеге. Жоқ, шынымен да, мысалы андай қымбат сата алдым. Мысалы сен нені қымбат сатсаң болады? Оның өзінің аудиториясы бар да. Мысалға айфонның чехолы бар да, қымбат сатсаң болады. Өйткені айфонды жай адам алмайды. Біріншіден, ақшасы бар адам алады. Бірақ қазір ондай емес ау десең ба? Жоқ, ол солай болғанда дұрыс та, өйткені ана рассрочкаға алуды бәрі сабасына келеді да. Студенттерге не керек? iPhone 11-дің өзі стоит қазір. Мен 12-нің өзін жақын күндерге дейін ұстап келдім. Қоймағаннан кейін алдым мынаны. Бірақ маған өзім 12 удобно, соны істеймін. Көп жағдайда. Мысалға да, сол кезде алғам да. Андай, сондай нәрселер бар да. Өзің разушы осы тақырыпқа кірдік. Ұстаз шақырып екеуміз әңгіме жіберіп отырып десең, ұстаздың ұмытып кетіппіз ғой. Жоқ, емін-еркін айта беріңіздер. Ол интервью емес қой, ол подкаст қой, сөйлей беріңіздер. Ашуым келетін нәрсе сол да, анан көп қатты не қылдым да. Сен қанша бір бәле 4000 ба, бір бәле мың сумка саттым. Сол үшін екен ғой, бірінші тақырыпты қаржылай сауаттылық қояйық деген десең. Соны мен айтып да 4000, бір семьядан 2 адамнан алғанда да 2000 семьяның қанын ішіпсің ғой сен дедім да. Сондай мәселелер бар да, сол үшін құрметті кәсіпкер болатын жігіттер, ондай бір 1000 теңгелік затты 10 000 теңгеге сата алу ол абырой емес. И ол жерде береке жоқ. Бір күн бір жерінен шығып кетеді. Сен соған абай дайын болды. И ол шыққанда да андай да, обиднасы оның да баласынан шығады да ол нәрсе. Ана баласы ауру болып қалады, ана баласы ДЦП-мен туылып қалады. Болмасам сондай бір андай бір өзіне бәле келсе, өзіне келсе де болады. Сонда бір сен дайын бол да, чтобы ол жақсылықпен не қылмайды. То есть бәрі ондай емес. Раз уже осы тақырыпқа кірдік. Норманы көтерудің темасын талқылап жіберейікші. Норманы көтеру, жаңағыны iPhone рассрочка сатып алу деген темадан. Норманы көтеру кредитке болмайды. Жалпы басын ашып айту керек. Мысал ретінде, мен қазір басым өтіп жатқан бір жағдай. Мен алдыңғы тұрып жатқан квартирамнан, жақтына білесіз ғой, басқа квартираға ауыстым да, көштім басқа бір квартираға. Ана квартира маған 2 есе арзанға түсті. Сентябрьдің кезінде кіргенбіз, қымбаттау кіргенбіз, сонымен мына квартира почти 2 есе арзан түсті. И қарайым, біздің шығындардың бәрі қысқарды да. Коммуналка мысалға қымбат үйдің коммуналкасы қымбат болады. 2-3 есеге қысқарды почти. Бұл үйде садовник жоқ, охранник жоқ. Неге 2 есеге арзанға түсті? Қаланың шеті немесе солай қаланың шеті емес, жоқ. Сондай мысалы бір бөлмесі аз ба деген. Сезон. Біріншіден сезон, екіншіден біздің алдыңғы тұрып жатқан квартирамызда садовниктардың шығыны бар, ненің шығыны бар, охранниктің шығыны бар, лифттің да өзінің шығыны бар. Қысқасын айтқан кезде шығындары көбірек болды. Садовник деген кәдімгісін жеке садовниксе жеке охрана деп ойлап отырмын. Жоқ, анау ЖК-ның жаңа дворында жасайтын. Қосымша комфорт шығын ғой. Иә, қосымша комфорттың барлығы шығын. И алғашында мен енді түсініп жүрмін, анау маған слишком қымбат болып жатқанда, біз өткен сентябрьдің кезінде квартира іздедік. И сентябрьдің кезіне кіргендіктен қымбат болды. И мен қарай бастадым, крышаны қарап жүргенмен біраз болған, арзан квартира шығып қалса кіріп алайын деп. И шығып қалды,
көшіп алдық. Біз айлық шығынды 3 есе қысқарттық, жалпы көлемі. И бірақ кіріс почти что сол деңгейде. Сәйкесінше екі арасында разница қалды ғой. Мен мысалы ретінде табатын ақшам сол күйінше тұр, бірақ шығындарым азайды. Енді мен қазір бұрынғыдай үйге қонақ шақыра алмайды шығармын, может быть, қонақ шақырған кезде баяғыдай бүйтіп отырмайды шығармын, мүмкін. Разница қандай? Главное менде шығын қысқарды ғой. И табыс бірақ сол күйінде тұр. Сәйкесінше менде екі арада разница қалды. И осы разницаның аты дельта деп аталынады. Бұл енді обычный финансовый қаржылық сауаттылық, кәдімгі мынандай бір визуализация, аффирмацияны, ата-анаңмен жұмыс жасауды айтып тұрғаным жоқ. Мен қазір кәдімгі қаржылық сауаттылық туралы айтып тұрмын. И осы екі арадағы разницаны сенің табысың мен табыс пен шығынның арасындағы осы дельта деп аталынады. Осы дельта неғұрлым көп болса, соғұрлым сен қаржылық мақсаттарыңа тезірек жетесің. То есть мысалы ретінде біздің проблема қандай? Біз уровеньді көтереміз дейміз да, біздің табысымыз көбейген сайын шығынды көбейте береміз да. Дәл. Мінекей бізде ақша көбірек түсе бастады, давай мықтырақ квартираға көшіп алайық. Давай мықтырақ машина сатып алайық. Давай үйтейік, анаған салайық. Мықтырақ жерге баламызды берейік. Жан-жаққа шығындарды көбейте бастайды. Табыс көбейген. Немесе андай ғой, бұған дейін айына, аптасына бір барса киноға көбейген сайын 2 рет 3 рет деген сияқты. 2 рет 3 рет қымбатырақ ресторандарға бара бастайды деген сияқты. И сенің дельтаң, сен қанша жердің табысың көбейгеннің өзінде дельта көбеймесе, сен қаржылық мақсаттарыңа жете алмайсың. Армандап жүрген машинаңды өз ақшаңмен ала алмайсың. Сен жаңағыдай өз ақшаңмен туристік бір жерге бара алмайсың. Алдында да бір барбермен сөйлесіп отырмын. Сондай бір мәселелер шығып қалды. Сапар, басқа деген сияқты темалар. Сапарға баратын болады екен достармен. Мен білемін ғой, біздегі барып жатқан сапарлардың 90% рассрочкаға, кредитке, бір нәрсеге барып жатқандығын. И сөйлесіп қалдық. Сосын барып, мен енді алғашында шыны керек қатты бір абырой қылып көргенім жоқ. Таиландқа бір жерге баратырмын деген кезде, окей, жарайды. Сосын айтты, бірақ мен өз ақшаммен баратырмын деді. Қойшы деймін, өз ақшаммен. Красавчик, онда сені кәдімгі мойындаймын. Молодец, сен еркексің, кәдімгідей бір мақсатқа жетіп тұрсың, істеп тұрсың сен бір нәрсе. Ал бірақ былай рассрочка, кредитке бара салу абырой емес менің көз қарасымда. Ол рассрочкаға алынған телефон да абырой емес, кредитке алынған қымбат сағат болсын, басқа болсын, ты мне этим не удивишь вообще. Ол сенің жаңағыдай бір мықтылығына көрсетпейді мен үшін. Егер сен өз ақшаңмен алсаң, өз еңбегіңмен алсаң, сабырыңмен алсаң, сен бір жерде жаратпадың, бір жерде экономдадың, бір жерде автобуспен бардың, бір жерде бір нәрсе қалдың, сен сөйтіп жүріп бір мақсатқа жетсең, сен еркексің да. А так былай кредитке алынған нәрсені кім алмай жатыр? Любой студент отырып қалсын, мына жақта одобрение сала салады. Ол абырой емес та. Ал сен жаңағыдай мысалы ретінде табысыңды көбейттің, и плюс тағы да шығыстарыңды қысқартып отырсаң, сөйтіп барып сен бір қаржылық мақсатқа жетіп жатсаң, сен сөйтіп алған киіміңді достойно киді, менің қоғамымда. Сондықтан мен үшін қаржылық сауаттылықтың бірден бір көрінісі осындай. Норманы көтеру, уровеньді көтеру деген сен кәдімгі сабырыңмен, неңмен болу керек та. Бірақ сен керек жерге ақшаны жаратуды да білуің керек. Кейбір моменттер бар, шынымен ол жерге ақшаны салу керек. Без этого никак. Например, сен бизнесін айналдырып жатсың, сенде бір жақсы бір воронка атып жатыр. Сен мысалы ретінде белгілі бір видеоны түсірдің, именно сол видеодан көп кіріс кіріп жатыр, анау заявкалар түсіп жатыр. И сенің жаңағыдай белгілі бір сатушың көп пайыз алатын. Содан көп конверсия жасап беріп жатыр саған. Енді былайша айтқанда заявкалардың барлығын сатылымға өткізіп жатыр да, например. Сен осы жерге ақшаны аяп қалуға болмайды. Сен мысалы ретінде бір жақсы атып тұрмашсың, мен бұл жерге сала алуың керек. Мысалы ретінде мен жұмыс істеймін, менде 2 бизнес бар, плюс өзім университеттегі жұмысым бар. Мен шыны керек университеттің қосымша тапсырмаларына, қағаздарды нәрсеге вообще үлгермеймін шыны керек. Бұрын видеоларды өзім жасайтын едім, мен қазір вообще үлгермеймін ешқайсысын олардың. И мен мысалы ретінде оған арнайы бір адам алсам, мен білемін, ертең бұйырса, егер барлығы нормальный ойдағыдай болатын болса, ол өз ақшасын ақтайды. Ондай кезде мысалы ретінде мен бір ассистентке, бір сотрудниктерге, бір жақсы сотрудник жұмыс жасап жатқан болатын болса, мысалы ретінде оған бір мысалы ретінде премия жасауға ерекше бір түсірілім жасап жатса, бір ақша түсіп жатса деген сияқты сол арқылы. Ол нәрселерге ақша не қылуға болмайды, ұстап қалуға болмайды. Яғни сенің кейбір моменттерің бар. Немесе бір дәрі-дәрмекке дейсіз ғой, кейбір именно содан үнемдейді ғой, таксимен жүреді да күнінде. Мынаған вообще экономдауға болмайды. Бір ауырып қалған кезде. Мен ыстық сорпа ішетін кезде айтамын, мынау деген анау шығындар жазған кезде мен денсаулық деген жерге жазамын. Осы жерде сөзіңізді бөлейін. Кешіріңіздер, мен де менеджмент саласында да Ескендір сөзін аз да көп оқыдым ғой.
жалпы басқа ұстаздардан да оқыдым, бірақ мен өз үйімде қалаған, Асқарда кірпішін қалып берген сол кісілер ғой. Жалпы сол кісілердің білімдерін ала келе түсінгенім, кәсіпкерлердің құлаған алтын сырға, дұрыс алынған маман ол ешқашан шығын емес. И ол ешқашан өзінің айлығын ақтамай қоймайды. Бірақ уақыт керек. Мысалға маманға бір маман өзінің айлығын жауып отыру үшін оған бір 6 айдай уақыт керек болады да. Негізі стандартта. Сен ол жұмысқа алуға кеткен шығынның жабу үшін. Иә. Мысалға бір маман алдым, бүгіннен бастап жұмыс істеп отыр. Бір айдан кейін маған пайда келмеуі мүмкін, зиян да бермеуі мүмкін. Бірақ енді айлығын алып отыр. бірақ ол мен 6 ай сабыр ете алсам, 6 айдан ішінде мен дұрыс мәміле жасай алсам, дұрыс жұмсай алсам, дұрыс тапсырма бере алсам, 6 айдан кейін ол өзінің несін алады. Бұл максимум. Сондай несі бар, өзінің стандарттары бар да, бандай қаржы сауаттылығының ішіндегі бір нелердің бірі, қаржының көбейіп отыр ма, ол сен бос уақытыңды да көбейтіп бере алса, демек сенде бәрі дұрыс монетизация болып келе жатқанның бір көрінісі ғой. Иә, өте маңызды мәселе. Шынымен де сен егер де ақшаны көбейтіп жатсың, ал бірақ сенде бос уақыт вообще қалмай жатқан болатын болса, онда жақсы емес. Енді кей кезде амал жоқ, кіріп кетесің ғой. Бізде еңбек ету, пахат ету деп айтады ғой. Бірақ енді ол пахат ету бірнеше түрі бар ғой. Бір түрі сен бір нәрсені выращивать етуге пахат етесің. Яғни сен мысалы бір бизнесті аяққа қою үшін жүгіресің. Ол бір түрі уақытыңды жұмсаудың. Екінші бір түрі бар, сен уақытыңды просто ақшаға алмастырасың. Сен 1 сағат 1 минуттың, ол саған сол сағат үшін төледі, и все. Бітті. Бұл равноценный обмен. Біріншісі жақсырақ не үшін? Өйткені сенде біршама уақыт аяққа тұрғызғаннан кейін барып, сенсіз жүре алатын деңгейге келе алады потенциально. Екіншісі, сен ол солай тұра береді. Сен пәленбай уақытын жұмсайсың, сол уақыт үшін саған ақша түседі. Бірақ ең қызығы, екеуі адамның өмірінде баланста болу керек та. Егер де олай болмайтын болса, сен аш қалып қаласың, екеуін рискпен өмір сүресің да. Сондықтан кей кезде сен енді бастап жатқан адамдар үшін ғой, мынау да болу керек сен өмірінде белгілі бір деңгейде, және де мынау да болу керек, екеуінің арасында баланс болған болатын болса, сен егер де мысалы рисковать етіп бір бизнес аяққа тұрғызуға тырысып жатсың ғой, мүмкін атпай қалды. Сол кезде сенің бағана ғана уақытыңды сатып тауып отқан ақшаң сені алып кетеді да ары қарата. Енді ол оңай емес. Бизнесті аяққа тұрғызу кәдімгі уақыт талап етеді. Бізде андай бір миф бар ғой, сен қазір жұмысына жүре берді, параллельно бизнесті жасай бер деген. Мен сөйтіп жасап жүрген адам ретінде айтайын, ол вообще оңай емес нәрсе, ол мүлдем оңай емес. Кәдімгідей бизнес өйткені кәдімгі уақыт талап етеді. Сен кәдімгі жиналыс жасауың керексің, сен кәдімгі бір сотрудниктің жаңағыдай міндеттерін анықтауың керексің, сен общий воронканы құра алуың керексің, сен общий шығындарды есептей алуың керексің, анау қай жақ қай бағытқа қарай дамимыз, стратегиясын, онымен қоса сен еще анау операционканы басқаруың керек, ол вообще оңай нәрсе емес. Сондықтан екеуінің арасында балансты келтіріп ұстай алатын болсаң, онда рискің азырақ болады әлбетте. Қорыта келгенде былай айтса болатын сияқты. Мен қорытуға жақсың жалпы десең. Иә, байқадым. Жоқ андай, өйткені бірмені түсінбей қалғанда бүйтіп сығып берген күшті былай кетіп отқан сияқты көрініп отыр ғой. Қаржылай сауаттылықтың жалпы енді ең үлкен базасының бірі жаңа сіздің айтқаныңыз ғой. Сенің табысың шығыныңнан көбірек болу керек қой. Бірінші қадамдардың бірі сол. Екіншісі енді базалық ережесі андай сияқты. Энергия тақырыбында да көп айтады ғой. Сен тауға шығып, күшті демалып, энергия құйып жатқанынан мағына жоқ. Егер оның асты бір шелек сияқты елестетсек, аста тесік болса, ол бәрібір ағып кете береді дейді да. Тесіктерді бітеу, яғни студент көбірек таба бергеннен, бірақ жаңа сіз айтқандай шығыныңды мына жақта фиксировать етпесең, ол да бірге өсе береді ғой. Сол үшін де көп айтады, мен табысым артып жатыр, бірақ шығыным да артып жатыр деген сияқты. Сондықтан бірінші қадамдардың бірі тесіктерді бітеу, артық шығындарды тоқтату. Бұрын сізге аптасына 1 рет киноға бару жетсе, жарайды 2-ге көбейтіңіз енді, 4-ке емес, 5-ке емес деген сияқты. Немесе бұрын доставкамен 1 ағырат берсеңіз, аптасына 5-6-ға кетіп қалмау. Екіншісі, сол бітегеннен кейін жаңа ортада дельта қалған ақшаны дұрыс қолдану деген сияқты келесі қадам бар сияқты. Ол барының өзін дұрыс қолдану. Осы жерде енді қызығы көбі бірден неге кетіп қалады. Инвестиция, менде мынанша бар, қай жерге құй ол енді соңғы қадамдардың бірі ғой негізі. Оған дейін сол жаңағы өзін өзі табатын деңгей ол соңғы кезең. Иә, ол соңғы қадамдардың бірі ғой. Сондықтан екіншісі сол бар ақшаны үнемді дұрыс қолданып алу. Біріншісі тесіктерді бітеу, екіншісі фиксировать ету, сол пайданы дұрыс жұмсап үйрену. Одан кейін барып табысты одан сайын кішігірім пассив доходтар қою деген сияқты қадам. Одан кейін барып бір инвестиция деп қойған дұрыс сияқты. Өйткені біздікілер андай бірден сәл кредит алып құйып жүретіндер бар ғой, 2 миллион алды да мен бір идея шықты деп бизнесқа буф деп құрып жүреді. Имам Раббанидің бір сөзі есіме түсіп отыр да, араб тіліндегісін ұмытып қалыппын. Просто андай қарапайым сөзбен айтпаған айтты ғой жерде. Алла тағала бір нәрсе берсе, бір нәрсенің орнына береді деген сөз айтқан еді. Ол дегеніміз мысалға Алла тағала егер саған Құранды беретін болса,
демек сен оған бересің, не жастығыңды бересің, сабырыңды бересің деген секілді. Тура солай көтеніңді десеңші, отырып ақ жаттағанда. Құран жаттау үшін адамда жақсы жамбас болу керек қой, отыра алатын уақыт керек қой. Бірақ оның дәрежесі де тура солай да. Бұл тек қана дін саласында емес, Алла Тағала бір нәрсені беру үшін бір нәрсені алады. Бандай да норманы көтергің келсе, соған сәйкесінше еңбек ет, соған сәйкесінше теріле да. Ол бірандай біреуді алдап кету, мысалға сен өзі шынымен сенің мына сатып отқан затың бағасы 5000 теңге ма? Сенде вариант бұны 7000 теңгеге сату емес, бұның просто количествосын көбейту. Немесе қосымша бір сервис. Қосымша бірдеңкелер да. Ол андай бір мен мысалы комфорт өмірді қалаймын, мына затын 5000 теңге бағасы, мен бұны 7000 теңгеден сатамын. И мен ансап күшті болып кетемін деген нәрсе емес та. Мысалы менде бір курс бар енді менторство да, бағасы қазір 3 миллион теңге. То есть 3,5 миллион болады. Осы январда 3,5 миллионнан болады. Бірақ мен мысалға біреуді 3,5 миллион теңгесін алу, ол шынымен оңай өтпейді негізі. Кәдімгі не болады. Бірақ мен всегда былай істеймін, жартысын бірінші аламын, жартысын кейін разысың ба деп аламын. То есть разысың, и андай цифралардың бәрін көреміз, бәрі бар да. Тырысам да, что біреудің 3 миллион ол оңай емес, бір адамның тағдыры ол, немесе бір адамның 1 жылдық табысы. Бір адам 1 жыл өмір кетеді, а мен 3 айда ғана алып отырмын да. Мен сондай нәрселер бар да. Не сен алып отқан кезде, то есть стоит болу керек қой, бірінші сатып отқан нәрсең өзінің бағасына. Ол мысалы 3 миллион теңге деп айтқаным себебі бағана айттым да, онда бар оқуда қымбат саттың дедім да. Но бірақ ертең бір адам келіп менен менторствоны сұраған кезде 3 миллион десем, қуама ана жерде өз подкастта біреу 5000 теңге қымбат сатқанға әңгіме айтып отыр еді, өзі миллиондардың үстінде кетіп отыр деген мәселені айтпау үшін бұны бір қозғап кеттім. Бірақ не, сенде 2 жол бар. Біріншісі, тауып отқаныңа сәйкесінше өмір сүресің. Бұл бірінші жолы. Екінші жолы, қалаған өміріңе оның өзінің құны бар. То есть сен Әл-Фарабидің бойында тұрғың келе ма? Оның бағасы 1 миллион теңге. 1 миллион теңгенің құны ол көбірек жұмыс жасау. То есть сондай бір win-win бар да, просто бізде миф андай қылып сатты, бір курстарды сататын кезде да андай да. Курсты бір ана Гарри Поттердің бір таяқшасы ретінде көрсетіп қойды да. Анда сен курс аласың, өмірің өзгереді. Жоқ. $1 миллион курс ал, немесе ана Трамптың курсын ал, ол андай емес та. Сен өзің әрекет етпесең ештеңе өзгермейді да. Осы жерде Франклиннің сөзі бар ғой. Адам бақытты, Бенджамин Франклин. Адам бақытты болу үшін не ресурсты көбейту керек, немесе аппетитін азайту керек дейді да. Екеуінің біреуі дейді. Біздікілер андайда сұмдық аппетит қойып қойған, жаңа Асекең айтпақшы, андай мындай там Әл-Фарабидің үсті дейді. Бірақ әрекеті ренжімесін да, еще жылайды ғой. Стресске кіріп кеттім, депрессияға кіріп кеттім деп. Мен айтамын да, онда сен кішкене аппетитіңді түсір да, қазір әрекетіңе сай қыл да аппетитіңді, там акиматқа бір жерге, ол жаман деген сөз емес, қайта андай фикс, қазір көп андай біреудің қол астында істеу деген андай қарап кетті ғой, бәрі бір кәсіпкер болу керек сияқты ше. Онда айтамын да, енді үлкен мақсат қойсаң, соның жолындағы жаңағы қиыншылықтарға, стресске, сондай деңгейдегі проблемаларды шешуге дайын бол деймін да. Дайын емессің ба? Извини меня, өзің жасап жатқан ресурсыңа, әрекеттеріңе сай бір жерге барып ал деген сияқты ғой. Қорытайыны сол. Аппетит күшті, керемет. Алла берекесін берсін. Негізгі менің сол қаржы сауаттылығындағы нелерім, сол ұсыныстарым, кеңестерім сол студенттерге ғой, негізгі нем. Одан кейін қаржы сауаттылығының өзінің бір нелері бар. Мысалға, сен Шымкентке жолға шықтың. Шымкентке жақындағанын қаяқтан білесің? Бірінші білесің, сен уже Алматыдан шығып кеттің. Бұл бірінші белгісі. Екінші белгісі Қордайға жақындадың. Үшінші белгісі Меркеге жақындадың. Төртінші белгісі сен уже Таразға жақындап келетсің да. Сен дұрыс бара жатқанның бір белгілері ғой, өзі андай көрсетіп тұрады ғой. Шымкентке мынанша қалды, мынандай. Қаржы сауаттылығында да өзінің бір белгілері бар да. Ал сен бай болып жатқаның емес, ол сенің өміріңнің сапасының артып жатқандағы. Мысалға, сен бұрын роллтон жейтін едің. Сен қазір доширак жейсің десең, сұрты бар. Жоқшың ғой, солай басталып, біздікілер бірден неге секіргісі келді да, 5 бармаққа асығамыз ғой. Сен қолыңдағы телефоның iPhone 15 емес, iPhone жарамды. Бірақ сен уже ыстық сорпа ішіп жүрсің да үйде. Одан кейінгі көріністердің бірі, сенің жинап жатқан ақшаң жоқ, бірақ денсаулығың күшті. Прям сатысың, емдетіп алдың, басың ауыру қойды. Бұл қаржы сауаттылығының дұрыс көрініс тауып жатқанның несі. Формасы деп айтамын да, менің көзқарасымда, менің ұстанымым. Одан кейінгісі уже әлі телефоның өзгермеген,
бәрі нормаль. Айналаңдағы адамдар пайда көре бастады. Сен мысалы анаң сыйлық ала бастады, досыңа бірдеңке ұсына бастадың деген секілді. Бұл мұсылманның сипаты, мұсылманда болу керек болған нәрселер. Өзің уақытта келеді, андай бір iPhone 15 алуың керек. Шынымен уже болмайды саған алмасаң. Мысалы мобилов болсаң сен алуың керексің да. Сол арқылы нан тауып отырсың сен. Сен SMM болсаң бәлкім саған шынымен MacBook керек шығар да. Бірақ өмірің ондай нәрсеге жұмысың түспейді. Бірақ рассрочкаға MacBook алып алғасын, оның максимум қолданатын 2-ақ программасы бар. Біріншісі Canva, екіншісі тағы бір программа. Бұрын сол еді, 1 терабайттық ноутбук алып алғам, Excel ғана қолданып бүткіл рабочий столда ана программист жігіттер көп жылайды ғой, оны. Бірақ оны ақысын бермейсің бе? Андай интернет андай клубтарға барып та жасап кетуге болады ғой. Ол ақшаны бандай просто андай норманы көтеруге неге айтып келе жатқаным ғой. Норманы көтеруді андай қылып тастады, эгоизммен байлап тастады. Мысалға норманы көтеру керек. Өткенде тағы бір жігіттердің несін қарап отырдым, подкастынан бір жерде айтып отырды. Сен ақшаны тауа бастадың дейді да. Сен туысқандар чатынан шыға алмайсың дейді да. То есть сен ақша көп таптың ба, демек сен туысқандар чатынан шығып кетуің керек екен да. Неге это не твой уровень да? Әсер етеді екен да туысқандар. Үйтіп бай болмай-ақ қойсашы айналайын. Мен гарантия беремін, мен мысалға, қазір менде бір белгілі бір дәрежеде, Аллаға шүкір, мен жақсы табыстамын. Но бірақ қазір маған біреу келіп, бауыр, білмеймін, бір родной болайық, үйтек бүйтек деп жүреді, мысалы қасымда 1-2 ай жүреді, 1-2 айдан кейін көрінбей қалсын, маған қызық емес ол адам. Ол кімге қызық, сол туысқандарына қызық та. Ол сол заттың жақсы дейді, ондай жаңасы жақсы дейді да. Бірақ достың ескісі жақсы деп айтады да. Достың ескісі жақсы, қалған заттың бәрін жаңасы жақсы да. Немесе андай қазіргі кругыңнан шығып кет, сен қазіргі кругың сенің мышлениең әсер етіп отыр дейді да. Сен сол кругың себепті сен сол деңгейге жеттің ғой. Солар болмағанда сен болмыш болып кететін бе едің, немесе абақтыда жататын ба едің, или андай бір мифқа бір бәлеге отырып қалған болатын ба едің деген мәселелерді. Норманы көтересің бе, достарыңмен бірге көтерсейші, айналаңмен бірге көтерілді, өйткені солармен келатсың ғой, сен сол волнада келатсың да. Бұл андай инсаптылы. Бірақ енді ол достарыңның кім екеніне де қарау керек. Мысалға егер андай сен шылымға или андай бір Құдайдың алыстатып отқан болса, отбасыңнан алыстатып отқан болсан, просто мен байқайтын бұл намазхандардың арасында тарап кеткен нәрсе. Өзі намаз оқиды. Барлығы жақсы, просто ақшасы жоқ болғандығы үшін достар кету қате деп жатсыз ғой. Андай мешіттегі жамағатын үйреніп отырмын. Мешіттегі жамағатын менсінбей қойған ғой, жарықтық. Мешіттегі жамағатта жамағат болып жүрген өзін, мысалы, былай көргендерімнің бірі да, бір жігіт бар, ол мешітке келеді, 5 уақыт намаз оқиды, мешіттегі имаммен күшті амандасады, бәрі жақсы, нормально жүреді, үй ақша табады. Ондай мына жақта бір инфо-цигандардың несін ілініп кетеді, олар айтады, өзі таппаған ақшаны анаған табуға үйретемін дейді. Сосын бұл удачный атып кетеді ғой, енді бұл ақша таба бастайды, сосын ортаңды өзгерт дейді. Сен мешіттегі жамағаттағы бауырларыңнан, жалпы мектеп кезінен келатқан бандай бір ынсапты достарыңнан артық досты қайдан табасың сен? Немесе біз Тимекеңмен де 8 жылдай болыпты, араласып жүргенімізге. Одан да көп ау. Алланың қалауымен да, мысалға да. Көп қылып айта берейік деді. Жақсы достар ғой. Немесе мен дін саласындағы достарым мысал ретінде да, мен қазір шығып кеттім да, мысалы, мен қазір Нұрбаракта достарым керек емес маған дедім да, шығып кеттім. Бірақ маған ақыретті еске салатын, ғайбат айтпа, Алладан қорық дейтін достан артық дос керек емес та саған. Тимекеңдер отырғызып дүниені айта беретін десеңші. Мысал ретінде да андай. Сіздің де өз белгілі бір дәрежеде мысалы Аллаға қайтарып отыратын. Кемшіліктеріңіз бар деп кемшіліктер айтсам ма? Белгілі бір дәрежеде Аллаға қайтарып отыратын жерлер бар өз кісінде. Осы жерің қате болып кетті-ау деп мысалы да бір өзі әдемі жібереді, одан кейін ойланасың, қайтып келесің да. Или сондай андай нәрседен неге отырды, мен айтып отырдым да, жақсы, окей. Мен туысқандар чатынан шығып кеттім, інімен араласпай қойдым да. Алла тағала уәде берген. Кім туысқанмен қарым-қатынаста өссе, мен де мен үзем деген да. Адам ризығын кемуінің бір себебі де сол. Анда парадокс па өзі, типа ризықты көбейтемін, қаржылық сауаттылық кетіп баратыр, бірақ в то же время мына жақты тастап жатыр деген сияқты. Сенен не қайырдан да, сыртқа қарасаң күшті, в идеале ақшаны жақсы табады, бірақ туысқандармен ноль да. То есть туысқан дегенде мен өзіме туысқандармен күштім деп айта алмаймын, мен туысқандарым көріп айтатын шығармын, не айтып отыр. Бірақ мен күштім, мен өзім ініммен күштім. 2 ініммен күштім мен. Мысалы мен бір кәсіп ашсам, міндетті түрде соның бір белгілі бір пайызын інім алады. Мен оны қызғанбаймын да нәрсені. Мысалға да,
и мен оған алла үшін беремін, мен оған мақтанып отқан емес, оған ініңіздің тағы орны бар ма, бір орын десең? Ағаңызға орын жоқ па десең? жоқ, андай да, нервіңді ауыртатын нәрселер просто ана өзі жақсы жігіт та, ана инфо-цыган құртады да оны. Сен шынымен инфобизнеске барсайшы, мысалы мен инфобизнеске бардым да, мен мысалы Мейірбек ұстаздың қолына түскеніме қуанамын да. Ол бөлісе ал деп үйретті да мені. Бөлісе ал деп үйретті да. Қуанышымбай мысалға, ол көрсетті да, ағаның қандай болу керек екендігін мен көрсетіп берген кісілердің бірі сол кісі болды да. Андай ініге дүние тапқан кезде қандай мейірімді болу керек екендігі, аға қандай болу керек екендігін мен мысалы сол кісілердің көрдім. Андай өмірде по факту мысалға інісіне берген көмектерін көріп, інісіне берген қолдарын көріп, қол ұшын көріп, сыйлаған сыйлықтарын көріп, мен аға деген осындай болу керек екендігін. Немесе Мейірбек ұстаздың кәсіптегі бөлісе алғанын көріп, кәсіпкер осылай бөлісе алу керек екен деп. Мен мысалы қазір жалғыз өзім ашқан бірде-бір кәсіп жоқ. Мысалы мен өзім Қырғызстаннан алып келген қойлар бар. Бізде көктемде сатылымға шығады, бағасы Құдай қаласа ұрғашылар 100 мыңнан, еркектері 200 мыңнан басталады. Қымбат қой, породасы ерекше оның. Осы қой саласындағылар білетін уже не айтып отқандығымды. Ат саласындағылар да тура сондай. Бізде ертең тайлардың өзі миллионның үстінде болады, немесе 500-ден жоғары болады. Но ешқайсында андай жекеменшік емес. Мысалы темекеңмен ашқан кәсіптеріміздің бірі Өзбекстанда, ол темекеңмен, абылмен. Мысалы кітап, өзбекше қазір кітап жазу, қазақша да кітап жазатын, өзбекше де кітап жазатын, өйткені мен өзбек тілім өте жақсы деңгейде. Сразу темекең айттым, кітапты мен жазатым, иә білем, бірақ сіздер маған серіктес боласыздар. Бұл кісілер басында ыңғайсызданады, қалай сен жазасың, қалай Өтірік ыңғайсызданып десеңізші. Давай. маған солай көрінді да. Бисмилля, бірақ үйреніп алғансың, ойната бересің ғой десең. Несі андай бір бөлісе алу деген нәрсе, мысалы Мейірбек сөз маған айтты да, пайда тапқың келе ме, бөлісе ал. И ол жерде мына нәрсені маған күшті айтты да сол кезде. Асқар деді, айналаңда адамдардың қанша тауып жатқаны маңызды емес деді да, сенің қанша тауып жатқаны маңызды деді. Мысалға Демекең екеуміз серіктес, біз білмеймін бұл кісі қанша пайыз алып отыр, не маған қызық емес, главное менің тауып отқаным қанағаттанамын ба мен сол нәрсеге, доволен ба, и менің пробелдерімді жауып отыр ма, менің шығындарым өтіп отыр ма, болды, альхамдулилля. Алла берекесін берсін. Арман ұстаздың сөзі бар еді ғой, байлар туысқандарына шашып жеу керек деп әдейі. Жақындарына, нелеріне, сыртқа. Бізге Бахрам деген ұстазым бар, дін саласында білесіз ғой өзіңіз. Иә, Бахрам ұстазыңыз жаттап алдық уже, помню. Сол кісі андай прикол ұстайтын, тауық сияқты тамақ жесейші деп, неге десем тауық шашып жейді дейді да, айналасындағылар да жейді деп айтатын да. Сол секілді бір кәсіпті сөйтіп айналаңа пайда бер деп айтатын да. Сондай бар ғой, қазақта да бар ғой, қыран шашып жейді, қарға басып жейді деп айраты арасын. Алла берекесін берсін, машалла. Бір қорытындылап жібереміз ба, сізден бастап өзіңіз. Мен өз ойымды қорытылайын онда. Жалпы қаржылық сауаттылықтың ең үлкен себептерінің бірі анау халықпен өзіңіз салыстырып солардан асуға тырысу, басқа сол сияқты мәселелер туындайды. Мәселе ода емес, вообще маңызды емес. Сен бағанағы ділтін асыруға тырысып, қаржылық мақсаттарыңа жетуге тырысатын болсаң, екі ортада енді нәпсіне ақысын беріп тұру керек. Бірақ қаржылық мақсаттарға жету сенің ең негізгі целің болу керек, біреуді таңғалдыру емес. Мысал ретінде алла куә, менікі 11-ші iPhone. Егер қаласа мен қазір барып сатып аламын, мүмкіндігім бар, нормальный iPhone. Бірақ маған жеткілікті, нормальный. Біреуге таңғалдыруға емес акцентті қою керек. Сен өзіңнің шығындарың жауып, біреуге күнді қаратпайтындай күйде, егер де қажет болатын болса қанағатпен кейбір мәселелерді тоқтап, кейбір дүниелік мәселелерді тәрк етіп, жүрекке кіргізбейтіндей қылып, кішкене ақпарат көздерін кішкене тыйып, отписаться етіп, кейбір видеоларды қарамай, жалпы көңілді осы бір дүниелік жарыс мәселесінен шығарып, лучше кішкене бір ақыретке пайдасы тиетін нәрселерге қарата қою керек. Сенің уайымың қандай бір сағат басқа емес, көбірек сен тақуалығың әлсіреп бара жатқан жоқ па, намаздарың қай деңгейде болып жатыр, бағанағыдай айтқандай туысқандарымен қарым-қатынасың толыққанды болып жатыр ма, солар сен көбірек уайымың айналса, сен қаржылық сауаттылықты дұрыс бағытта зерттеп жатсың деген сөз ғой. Осылай. Сізге есіме түсіп кетті да, қоса салайыншы, Ерлан ұстазын ба, бір ұстаздың уағызынан тыңдап қалғам, Ерсін ұстазын ба, жаңа қонақ келген кезде біздің аналарымыз енді жүгіріп кетеді ғой, андай барып бір қарызға магазиннен бірдеңе алып кетеді, ауылды жерлерде. Сол кезде андай нәрсе айтады да, енді ол жеке өзімізге қатысты ғой, аналарымызға емес. Сен қонақ қандайда біреу келген кезде үйде бар тұрған асыңмен қарсы алып алуға ұялсаң, кішігірім бір құдайдың беріп жатқан ризығына разы еместігің деген сияқты ғой айтады да. Немесе ондай нәрседен ұялуға болмайды. Яғни қандай бар, артық алсаң проблема жоқ, бірақ андай бір қарызданып кіріп кету деген сіздікіне
дәм тұз ретінде айтып жоқ жатқан ғой. нәрсені бар ретінде көрсетуге тырыспау керек жалпы. Иә. осы мәселені қоғамдық әдеп шейх мұхаммад салих мұхаммад юсуфтың қоғамдық әдептер деген кітабы бар, алла өзі рахмын алсын ол кісінің. Сол жерде бір ғалымды келтіреді, қонаққа шақырады ол ғалымды үйіне. Бір кісі біздің үйге қонаққа келіңіз деген кезде ғалым шарт қояды, жақсы қонаққа барам, бірақ бір шартым бар, күнделікті жайып жүргендей дастархан жаясын, біріншісі. Екіншісі, балаларыңа берем деп алып қойған нәрсені маған бермейсің. То есть үйде бар, өздерің жеп жүрген нәрсені қоясың, біріншісі. Екіншісі, балаңның аузынан жеп маған бермейсің дейді. Белгілі бір дәрежеде біз де солай болсақ деймін да. Әдемі негізі ол нәрсе. Бұл қаржы сауаттылықтың бір көріністерінің бірі ол қарапайым бола алу. Алланың қасында да ең сүйікті құлдардың бірі ол қарапайым құлдар. Иә. Тағы да жаңа Бекарыс ағамыз андай істейтін, ол енді әдепке жата ма жатпай білмеймін ислам тұрғысынан, бірақ қонаққа бірдеңкеге барған кезде бір 10 минут қалғанда немесе дворға келіп аламыз ғой көлікпен, сол кезде ғана айтатын, біз келдік, міне 5 минуттай қалды деп келіп алсақ та. Әрқашан сұрайтын, қалай ол нетеді ғой қазір апыр-топыр. Сол кезде айтатын, әурешілікке сатылмау үшін дейді да. Қазір мен ойбай ертең кешке барамын, ол енді бір компания басқарып отқаннан кейін бүткіл андай қылып қарайды ғой. Кешке барамын десін, ол байқұс қазір барады, магазинге барады, ана әйелін таңнан кешке дейін тамақ пісірткізіп қояды, салат жасатады дейді. Біз қазір кіреміз, отырамыз, жай қал жағдайын білеміз, кетеміз деген сияқты да. Сондай да бір лайфхак бар. Асеке, қорытындылап жіберіңіз. Енді қорытындылау біріншісі. Инфо-цыгандар деп бастады. Күшті модератор екенсіз жалпы. Жоқ, мен ана Осы бүгін амплуа прям күшті шығарсыз екенсіз. бірінші подкаст болғаннан кейін кәдімгі қобалжып отырдым да. Сіздерден үйреніп аласыздар ғой. Жиналып қалғанға просто күнде көресің, нерв боласың да. Рилс қылып айтайын десең ерінесің ана. Енді маған түсіріп тастадым, ертең рилс қылып кесіп жүре береміз десеңізші. Андай да. Шынымен да айтқың келеді да, айналайындар. Просто біз өзіміз дін жолын Алла Тағала салып қойғаннан кейін, кішкене бірдеңкені ақ пен қараның арасын аз да болсын ажыратуға Алла Тағала ілім бергеннен кейін, сол нәрсені бөлісу міндет болғаннан кейін, андай бір қоғамға да бір жаның ашығаннан кейін андай нәрсе айтқың келеді да. Қымбат сату ол қаржы сауаттылығының көрінісі емес, бай болып кетуіңнің бір несі емес. Кең болсаң кем болмайсың деп бекерге айтпаған бұрын бізде. Кәсіпкерлерге де айтарымыз, қиналып отқан адамдарға. Бұндай өзі көріп, сезесің ғой өзі, андай бір 2-3 баласымен келіп тұр ғой сен дүкеніңе. Енді қиналып отқан адам Луи Виттонға бармайды ғой. Кішкене бір скидка, жеңілдік жасап берші, Алла Тағала саған міндетті түрде көмек береді. Сен ана мұсылманға көмек бер. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам уәде берген ол мәселеде. Кімдеген бір мұсылман бауырына көмек беретін болса, Алла оған көмек береді деген. Сол себепті пайғамбар алейхиссаламның сөзі хақ. Сен бір бауырыңа көмек бер, Алла Тағала саған көмек береді. Бұл да бір қаржылық сауаттылықтың бір көріністерінің бірі, өміріңнің сапасының. Мына нәрсені бір өзің тестілеп көрсең болады. Қорытындылап отқан еді. Бір қиналып отқан бір адамды тапты, соған бір көмек берші. Жүрегің бір апта тынышталып қалады, рахаттанып қаласың. Ол андай оны Дубайда бере алмайды саған, или болмасам Есентайға барып жасаған шопингті сторисқа салып, одан байеке деп айтқандары да ондай бір не бере алмайды да. Жалпы қорытындылай келгенде комплексный нәрсе ғой. Жалпы тұлғалық даму деген сөз андай тренд болып кетті ғой. Менеджментте лидерство деген сияқты. Комплексный нәрсе, соны айтқым келеді. Ол жаңа Асқар ұстаз айтып жатқандай, мына бір жағын дамытып туысқан деген жақ тастап кетсең болмайды. Сол сияқты бірінші кезекте приоритетке бөлу, соның ішіне жаңа руханиятты қою, екінші кезекте жандарына шығаруда барлығын, өзіңмен де жұмыс жасау, қаржыңа да көңіл бөлу, туысқандарыңа да көңіл бөлу деген сияқты. Екіншісі сол өзімнің айтып отқан ойым қорытындылап отқан ғой. Екіншісі Инстаграм фейк екенін түсіну. Менде де не болмаған. Инстаграм Асқар осы 2 жыл бұрын аш деп аштырған. Оның алдында сол ұнатпаған үшін өзім кірмейтін қанша жыл бойы. Фейк, менікі де фейк, бірінші кезекте өзімдікі. Соны ескерсеңіздер, соның артынан жетегінде кете бермей, өйткені адамдар ол жақта ол сондай платформа, ең бақытты сәттерін ғана сала береді көбінесе, ешкім. Ал шынайы бақыттылар, қызықтысы шынайы бақыттылар самайды ғой. Уақыт жоқ олардың. Ол шынайы кәсіпкерлер, андай парақшасы да жоқ қой. Уақыт жоқ олардың. Соны түсіну. Үшінші мәселе сауатты болу шығар. Кез келген мәселеде. Ескендір ұстаз айтушы еді, кез келген адамның проблемасына саусағының ұшында тұр ғой дейді. Яғни ғаламторға жаздың, 95% проблема шешіледі негізі дейді. Базалық нәрсені шығарып бере алады. Сол сияқты қаржылай сауаттылық жайлы да немесе қандай да бір сұрақтарыңыз болса, сол дұрыс бір андай қалай айтса болады,
білмеймін, діни болса мүфтиятпен құпталған сияқты бір информацияларды қарасаңыз негізі базалық біраз проблемаңыз шешіледі. Үшінші мәселесі сол жаңағы табысыңыз шығыныңыздан көбірек болу керек. Табысыңыз өскен сайын максимально фиксировать етіп қойыңыз, өйткені қуып кете бересіз одан сайын. Нәпсі деген жақсы ғой, онда кайф, бірақ бәрі беріп жатыр негізі нәпсінің несін, шақысын, көбінде не жоқ. Одан кейін бар жиналған ақшаны дұрыс қолданып үйреніп алу, сосын барып жаңағы келесі нәрселерді ойлансақ болады, инвестиция, бір үлкен бизнес ашу деген сияқты. Одан кейінгі мәселе жаңағы бар болып көрінуден ұялмау. Сондықтан сол андай өзің ондай болмасаң енді сыртқа үйтіп көрсетіп керек емес, қайтадан арыстан екен көрсетпейді, ол дәлелдемейді, тек қана арыстан болады, адам бірден екен дәлелдеп жатса, ол значит оған өзі сенбейді деген сөз ғой. Сол үшін де басқаларға дәлелдеп жүр. Орта келгенде сол. Енді соңына дейін келді ма, демек соңына дейін келген адамдар өзі андай табанды адамдар болады ғой. Солардың ішінен бәрін ұстаздардың ат орын тайбастар дейді ғой. Мен алғаш мысалға сіз подкастта келе жатсыз, мысалға тәжірибеңіз бар. ТТБ болды мысалға, өткенде бір-екі кісілер құнсыздандырып отыр екен, арзан жеңіл желіп әңгіме айтады деп, бірақ ТТБ біраз адамның проблемасын шешкен, біраз адамдардың өмірлік сапасын көтерген, мен өзім барлық сериясын көріп шыққан. Сол жерде андай нәрсе істейтін ол кісілер, андай кім жақсы пост жазса, осы түйгенін жақсы жазса, солардың ішінен біреуге сыйлық беру деп не алатын да. Енді қаржы сауаттылығы туралы айттық. Комментарийға жазу керек па? Пост жазу керек, Телеграм, WhatsApp'та, ойбой, Инстаграмда. Кімді белгілейді? Үшеумізді де белгілейді. Жоқ, парақшаны белгілей ма? Жоқ, онда сөйтейік. Жоқ, онда андай шектеу қоймайық. Бастапқыда бір идеалдастырмай қосылып. Болған нені осы жалпы жиында ол жаңа біз сол адамның өзіне де жақсы ғой, отырып бір қорытындылау деген мида фиксировать ету ғой. Соны пост ретінде жазса да болады, белгілеп, немесе үшеумізді белгілеп шығарса да болады. YouTube канал шарт үшеумізді белгілеу керек. Үшеумізді белгілеу керек екен. Инстаграмда. Және сол Инстаграмға пост ретінде жазу керек. Или сторис па? Жоқ, мен көрмей қалам ғой. Мысалы мен бір күн, екі күн мысалы мен тауда болып қалам. Пост екен. Қораға кетесің да, интернет болмайды. Мен бір курсты берейін. Қаржылық сауаттылыққа байланысты бір кісіге мен бір курс берейін. Сол отқан адамға ма или екі адамға? Сіз бір кісіге консультация беріңіз. Мен онда мен де қалам ба деп жарысып кетсең өзің әңгіме айтып отыр. Мен одан да көп беремін деп. Настайып жүрсең де жіберіп жүрсең ба? Иә, бүткілін айтып отырып. Онда мен не берейін? Екі телеграм канал бар, шешім қабылдау жайлы, және де сағатты бер 20 деп шығып. Бір залогқа жетпей қалды да бірнекеге. Саған миллион қанша 2 миллион тастауымыз керек болды ма бір жерге? Короче, сөйтіп сағат тастап кеткен. Мына жерден бері қит ұстау керек екен. Бағанада басында бір-екі жерде байқап қалған едім. Жоқ. Онда сол екі телеграм канал бар, шешім қабылдау жайлы. Сағат шешілмесінде болып отқан ғой. Және де энергия жайлы сол каналға не берейін? Доступ беремін. Сол адамға. Өте пайдалы болады. Жақсы, мысалы қазір 100 мың теңге берейік, 50 мың теңге берейік, оны жұмсайсыз да. Ол сізде аяқталған уақыттан бастап ол жоқ та. Бірақ біздегі ілім ол бөліскен сайын сізде көбейе береді біріншіден, и оны ешкім сізден алып қоя алмайды. Сол себепті ілім бергіміз келді. Алла берекесін берсін. Алла тағала берекесін берсін, арттырсын. Жақсы. Хорошо, барлығыңызға көптен көп рахмет. Алхамдулиллахи раббил алейхи ва саллаллаху алейхи ва саллям. Амин. Алла